тәрізді сахнаға шықты. Мұны көрген достары мен туыстары бірден қуанышты күлкіге бөленді. Бірақ оның әкесі қатты ұялды. Содан кейін қалыңдық сахнаға шыққанда тағы бір мәселе туындады. Себебі әкесі кездейсоқ оның көйлегін басып, қалыңдықтың бірнеше қадам жасамас бұрын еденге құлап кетуіне себеп болды. Қадамдар. Алайда соған қарамастан, қалыңдық күйеу жігіттің шошып кеткен түрін көргенде, ол өзін өте бақытты сезінді. Оның жүзінде жарқыраған күлкі пайда болды. Осылайша олардың үйлену тойы аяқталды. Олар көптеген ыңғайсыз оқиғаларды бастан өткергеннен кейін, бастапқыда олар үйлену тойынан кейінгі өмір бақытты және қанағаттанарлық болады деп ойлады. Бірақ шындық өте қатал болып шықты. Джинджу өз баласына толығымен берілген әйел еді. Ол күні бойы баласымен бірге болды. Ол жуынатын бөлмеге барса да, бала есік алдында үздіксіз жылап тұрды. Сондықтан Джинджудың ваннаға бара жатқанда баласын қолында ұстаудан басқа амалы қалмады. Алайда бұл көрініске куә болғаннан кейін күйеуі бұрылып, оның орнына шағымданып, баланы неге өзімен бірге дәретханаға апару керектігін сұрады. Оның сөзін естігенде Джинджу жауап беруге тым қатты қиналды. Содан кейін ол бір шай қасық ыстық күрішті алмақшы болғанда, баланың жылауы тағы да болып жатқанның бәрін үзді. Джинджудың басқа амалы қалмады. Және ол дәмсіз күрішті жеп жатқанда көзіне жас алып, баланы қолында ұстады. Баланы ұзақ уақыт бойы көтеріп жүргендіктен, оның қолдары ауырып қалды, бірақ амалы қалмады. Үйдің жарығы көптен бері жанбаған, бірақ күйеуіне бәрібір. Жұмыс орнында жүргенде, оның орнына шамадан тыс ынта танытты. Джинджу баласын көшеде итеріп жібергенде, ол көрген басқа әйелдерге қызғанышпен қарайтын. Бірақ жауап ретінде олар оған мүлдем басқаша қарады. Өйткені оның киімдері нәрестені тамақтандырған кезде боялған. Ол дақты байқаған кезде Джинджу оны сілекейімен сүртпек болды. Бірақ одан ештеңе шықпағаны анық. Көшеде өтіп бара жатқан адамдарды бақылап отырып, ол өзінің де бір кездері әдемі жас келіншек болғанын есіне алды. Бірақ бірнеше жылдың ішінде ол орта жастағы әйелге айналды. Оны басқалар орта жастағы әйел ретінде қабылдады. Түнде бала таза емес нәрсені жегендіктен ол үнемі құсатын. Баласының осындай жайсыздықты сезінгенін көріп, Джинджу қатты ренжіді. Дүрбелең кезінде ол тек асығыс күйеуіне қоңырау шала алады. Бірақ сол кезде Бандо ішімдік ішіп, әріптестерімен ән айтып, телефонның шырылдаған дыбысын мүлдем елемей әлек болды. Джинджудың басқа амалы қалмады. Баласын тексеру үшін ауруханаға өзі апаруға тура келді. Төсекте жатқан баласына қарап, Джинджу тек кешіріңіз, қымбаттым, деп қайталай алды. Ол ауруханаға тез асығып кеткендіктен, тәпішкесін ауыстыруға да үлгермеді. Бірақ бақытымызға орай, балада ешқандай күрделі мәселе болған жоқ. Үйге келгенде, ол кездейсоқ үстелдегі несие картасының шотын көрді. Оны ашқанда, ол қонақ үйдің төлем операцияларына толы екенін көрді. Дәл осы сәтте Джинджудың телефоны кенет шырылдады. Оның суретін жіберген оның ең жақын досы болып шықты. Суреттегі адам оның күйеуі екен. Бұл суретті көргенде, Джинджудың жүрегі әп сәтте жарылып, еденге құлап түсті. Ол күйеуінің ондай адам екеніне сене алмады. Бірақ ол басын көтеріп, өзін айнадан көргенде, ол бәрін түсінгендей болды. Оның қазіргі нұсқасы бейберекет және бейберекет болды. Ал ол көшеде келе жатқанда, адамдар оны қарт апай деп жаңылыстырды. Бұл туралы ойлаған Джинджу көзіне жас алды. Сол кезде Бондо оған бүгін кешке үйге келмейтіні туралы хабарлама жіберді. Бұл хабарды көрген Джинджудың онсыз да ауырған жүрегі тоқтап қала жаздады. Әйелі күйеуінің басқа әйелі бар екенін білгенде, ол эмоцияларын толығымен басқара алмай қалады. Ол не істегенін түсінбеді. Шарасыздығы мен дәрменсіздігінен ол күйеуі Бондоға телефон соғып, оған неге бұлай қарағанын, неге олай істегенін сұрады. Оның сөзін естіген күйеуі оларға өте немқұрайлы қарады. Ол тіпті бұрылып, оны кінәлады. Ол, ал менше, деді. Ол жерде маған қалай қарайтынын білесің бе? Маған тіпті ит сияқты жақсы қарамайды. Менің басымнан не өткенін елестете аласыз ба? Содан кейін ол онымен кездескендіктен өмірі түбегейлі өзгерді деп шешті. Джинджу күйеуінің сөзін естіген соң, ақыры бұл жүректі ауыртатын сөздерді айтуды ұйғарды. Ол күйеуіне ажырасуды бұйырды. Олар бірге өмір сүргеніне риза емес екенін, және олар басынан бері кездеспеуі керек екенін айтты. Бандо да осы сәтте қатты күйзеліске ұшырады. Ол тіпті не істегенін де білмеді. Бірақ іс жүзінде оның істегенінің бәрі дұрыс емес болды. Бұрын олардың үйлену тойының мерейтойында Джинджу әрқашан Бандо бұл күнді есіне алады деп үміттенген, бірақ ол бір ауыз сөз айта алмады. Содан кейін Джинджу бөлмеге қайта кірді. Ол Бандо сөмкесінде ілулі тұрған сыйлық қорабын көрді. Ол бұл үйлену тойының мерейтойына сыйлық деп қате ойлады. Бірақ Бандо мұны көргенде оған қол тигізбеу үшін асығыс жүгіріп кетті. Сыйлық компания басшысының әйеліне арналған болып шықты. Күйеуінің оған соншалықты салқын қарағанын көріп, Джинджумен ашуланған анасы Бандоның дәптерін алып, оны су бассейніне лақтырмақшы болды. Бұл дәптер Бандоның өмірінен де қымбат болды. Өйткені онда көшбасшының қалауы мен келесі жолы орындалу керек тапсырмалардың жазбалары бар еді. Бірақ есі ауысқанға дейін ашуланған Джинджу бұған мән бермеді. Ол тіпті, мен өмір сүру үшін осы дәптерге сенуім керек пе? Деді. Мен көшеде сағыз сатуға барсам да, сенен де көп ақша табар едім. Джинджу оны түкке тұрғысыз, сараң адам деп атады. Мұны естіген Бандо бірден ашуланды. Дәптерге бірдеңе болып қалса, ажырасып кететінін айтты. Бұл сөздерді естіген Джинджу қалтырап, дәптердің су құйылған ыдысқа түсіп кетуіне себеп болды. Осыдан кейін Бандо оны қанша құтқаруға тырысса да, дәптердегі жазбалар әлі де сумен бұлыңғыр болып,
оларды жазуға жарамсыз етіп, Бандоның өз мүмкіндігін жіберіп алуына себеп болды. Көшбасшының жұмысы. Көшбасшының көз алдында өзінің имиджін қалпына келтіру үшін, оның ішімдік ішіп, кешірім сұрау үшін бетінен ұрудан басқа амалы қалмады. Бұл ғана емес, көшбасшы қиындыққа тап болған сайын, ол бірден Бандоны зеңбірек жемі ретінде пайдаланды. Сол түні аурухана директоры, әйелі оның басқа әйелі бар екенін білмеу үшін, Бандоға оны алып кетуді бұйырды. Бірақ көшеде тұрған әйел қыңырлықпен кетуден бас тартты. Осы кезде директордың әйелі пайда болып, оны ұру үшін әйелге қарай жүгірді. Араласуға әрекеттенген Бандоны директордың әйелі тұншықтырып өлтірген. Қарсылық көрсетпек болып, оны абайсызда жерге құлатып алған. Кездейсоқ режиссер бұл көрініске куә болды. Режиссер дереу Бандоға жүгіріп барып, оны жұдырықпен ұрды. Кейінірек режиссер мен бал бірге отырып, ішімдік ішіп отырғанда, режиссер оның күш қолданудан басқа амалы жоқ екенін айтты. Бірақ тереңде Бандо режиссердің әрекеті рұқсат етілген нәрсенің барлық шекарасынан өтті деп сенді. Бандо дәретханаға барып, қатты ашуланды. Осыдан кейін ол режиссермен бетпе-бет кездесуге бел буды. Бірақ ол есікті ашқан сәтте бұл ойлардың барлығын шындық бұзды. Ол әлі де басқа адамның алдында бауырымен жорғалап, иіліп, күлуге мәжбүр болды. Режиссердің оны мазақ еткенін қайта-қайта естігенде, ол оны өшіру үшін тек ақымақтықпен күле алатын. Осыдан кейін Бандо көлікте отырып, бетіндегі жараға қарап, үйіне қайтуға батылы бармады. Ол әйеліне бүгін түнде үйге келмейтінін айтты. Дәл осы сөйлем Джинжаның көшеде басқа біреу бар деп ойлап, оны дұрыс түсінбеуіне себеп болды. Одан кейін бейненің басындағы көрініс болды. Бір адам сұрақ қоюдан бас тартса, екіншісі сөйлеуден бас тартты. Келесі күні Бондо мен Джинжу ажырасу рәсімінен өту үшін сот ғимаратына барды. Ажырасу рәсімі аяқталғаннан кейін бірден Бондо қарым-қатынасты бейбіт жолмен тоқтату үшін бірнеше сөз айтқысы келді. Бірақ одан қатты көңілі қалған Джинжу тек мысқылмен және мысқылмен жауап берді. Соған қарамастан, олар ажырасқалы жатқанда, Бондо бәрібір, сен бақытты боласың деп үміттенемін деді. Бір кездері қатты қуанған ерлі-зайыптылар ажырасып кетті. Себебі біреуі сұрамады, ал екіншісі үнсіз қалды. Бұл олардың ажырасуына келді. Ажырасу. Сол жылы ажырасқаннан кейін үйіне оралғанда, Банда қолындағы сақинаға өте ыңғайсыз қарады. Сондықтан ол оны шешіп, сақинаны жұлып алып, терезеден күшпен лақтырып жіберді. Осы кезде Джинжу автобуста отырып, неке сақинасын қарап отырды. Ұзақ қарап тұрғаннан кейін, ол ақыры қолын босатып, сақинаны жолға тастады. Бірақ дәл осы екі сақина үлкен сиқырлы күш тудырып, Бандо мен Джинжу резиденциясында үлкен жер сілкінісін тудырды. Және дәл осы жер сілкінісі екеуін де өткенге қалдырды. Келесі күні таңертең Бандо таңғы ас сатып алу үшін азық-түлік дүкеніне барды. Бірақ сөредегі азық-түліктердің жарамдылық мерзімін көргенде, ол таңғалды. Себебі оларда 1999 жыл деп жазылған. Сондықтан ол сатушыдан сұрауға бұрылды. Бірақ ол оларға қарап, бұл ең жаңа өнімдер екенін айтты. Қол жетімді. Осы кезде Бондо басын көтеріп, дүкеншінің кенеттен әлдеқайда жас болып көрінгенін байқады. Оның реакциясы да дүкен иесін абдырап қалды. Ол не болып жатқанын түсінбеді. Бандо өзін айнадан көргенше, ол сене алмады. Оның жүзі неге кенет жас болып кеткенін түсінбей, анасын іздеп үйіне қарай жүгірді. Бандо үйде ата-анасының жүздері пайда болғанын көргенде, ол енді өз көзіне өзі сенбей қалды. Содан кейін ол артына қараса, қабырғада ілулі тұрған күнтізбенің де 1999 жыл екенін көрді. Бұл арада Джинжу жаңа ғана оянып, оның алдында марқұм анасының пайда болғанын көрді. Анасының бетіне қарап, Джинжу өз көзіне өзі сенбеді. Ол әрқашан бұл жай ғана арман деп ойлайтын. Бірақ бұл түс болса да, Джинжу анасын мұңайып құшақтап алды. Сонымен қатар, ол кеше ажырасқаны туралы хабарлауға мүмкіндігі болмағаны үшін анасынан кешірім сұрады. Ол да бақытты өмір сүргісі келді. Бірақ қазір бәрі осылай болды. Джинжу анасының соңынан еру үшін бұл дүниеден кеткісі келді. Қызының сөзін естіген анасы абдырап, не болып жатқанын түсінбей қалды. Ол тіпті Джинжу оны өлім жазасына кеседі деп қате ойлады. Сондықтан ол бұрылып, Джинжуға ұрысып қалды. Осы кезде Джинжу да не болып жатқанын түсініп, ауырып құлап түсті. Анасы қызын осы күйде көргенде, елес оны өзіне тартып алды деп ойлады да, оны тағы бірнеше рет ұру үшін тез жақындады. Дәл сол кезде Джинжу мұның арман емес екенін түсінді. Кейінірек ол айнадан өзіне қараса, оның әлдеқайда жас екенін көрді. Қабырғадағы күнтізбе де 1999 жылға өзгерді. Шкафтағы киімдер мектеп киіміне айналды. Ал кітап сөресі оның студенттік кезінде оқыған романдарына толы болды. Сол кезде Джинжу оның өткенге қайта оралғанын түсінді. Жоғалған тамаша уақыт енді қайта оралды. Мен Джинжуға оны одан да жоғары бағалау керектігін айттым. Сондықтан анасы не істесе де, ол әрқашан қасында болады. Өйткені ол соңғы рет анасының қасында болған бақытты сезінгеніне көп уақыт болды. Өткенді еске алып, жерлеу үйінде анасының портретін көргенде, ол өзін кінәлі сезініп, өзін өзі кінәлады. Енді анасы дәл оның алдында тұрғандықтан, бұл оны керемет бақытты етті. Бірақ анасының ойынша, ол Джинжу оған жаңа телефон сатып алу үшін әдейі жабысып қалды деп ойлаған. Сондықтан анасы қызы туралы бұл ойды сейілту үшін күйеуіне оны тезірек мектепке апаруды бұйырды. Джинжу университет қақпасын көргенде, оны кенеттен таныс сезім билеп алды. Бұл арада Бондо өткенге қайта оралғанын түсініп, қатты толқып, сөмкесін мектепке апаруға дайындалып жатыр. Бірақ
Бандо ынталы болғаны сияқты, әкесі де мұндай ерекше мінез-құлықты қабылдай алмады. Сондықтан ол келіп, Бандоны бірнеше рет ұрды. Ол ұлының психикалық ақауы бар деп ойлады. Бандо алдындағы жағдайға қарап, содан кейін ғана оның өткенге саяхат жасағанына сенуге батылы барды. Кейінірек ол күйеуімен ажырасқаннан кейін бір кездері оқыған университетінің қақпасына да жақындады. Келесі күні Джинджу оянып, оның 20 жыл артқа кеткенін көрді. Оның үстіне ол университетке бір уақытта бейтаныс және таныс болып оралды. Бірақ онымен бірге өткен уақытқа бірге барған адам оның түкке тұрғысыз күйеуі болды. Олар университетте қайта кездескенде екеуі де шошып, бір кездері күндіз-түні бірге тұрған адамға көздерін бақырайтып қарады. Бірақ олардың жүректерінде тек ажырасу сахнасы ғана болды. Бұл туралы ойлана отырып, олардың ешқайсысы бұл өткеннің қайталануын қаламады. Екеуі де бір-біріне қарай жүре берді. Бірақ олар бетпе-бет кездесуге дайын болған кезде олар екі бейтаныс адам сияқты өтіп бара жатты. Мұны көрген Бандо Джинджу оны сол сәтте танымады деп ойлап, қатты қуанды. Сонымен бірге Джинджу қуанды, өйткені Бандо оны әлі танымады. Ол тіпті оны бұл өмірде ешқашан танымаймын деп үміттенген. Ол кенет футбол алаңында әдемі жігіттің пайда болғанын көрді. Ал бұл әдемі жігіт бір күні оған өз сезімін мойындады. Бірақ өкінішке орай, ол одан бас тартты. Енді өткенге көз жүгіртсек, Джинджу өкінетін сияқты. Осы кезде әдемі жігіт Нам Гейл де кенеттен Джинджудың оған қатты қарап тұрғанын байқады. Нам Гейл Джинджудың көзқарасынан аулақ болу үшін бірден басқа жаққа бұрылды. Бірақ Джинджу мұны көргенде Нам Гейл онымен бетпе-бет келуге ұялды ма деп ойлады. Джинджу әлі ояу түс көріп жатқанда, оның ең жақын досы Борум кенеттен оны іздеп келді. 18 жастағы ең жақын досын көрген Джинджу қатты толқып, Борумның бетінен үнемі сипап, Джинджудың басы жақсы емес деп ойлады. Содан кейін Борум Джинджаны дәріс залына сүйреп апарды. Мұнда Джинджу тағы да футбол алаңында әдемі жігітті көрді. Өйткені ол 20 жыл бұрын бір рет мүмкіндігін жіберіп алған болатын. Бұл жолы ол осы тамаша мүмкіндікті жіберіп алмауға бел байлады. Ол бастама көтеріп, бізге Гейлді қарсы алды. Бұл көріністі көргендердің бәрі шошып кетті. Әсіресе басқа студент қыздардың Джинджаны көрген кездегі бет әлпеттері ашуға толы, тістері қысылған. Өйткені Нам Гейл мектептегі барлық оқушылардың сүйіспеншілігіне бөленді. Бірақ Нам Гейл Джинджудың оны қарсы алуға келгенін көргенде, бұл оған өте күлкілі болып көрінді. Содан кейін Борим Джинджуға бәрін айтып берді. Кеше түнде Нам Гейл Джинджуға көптеген басқа студент қыздардың алдында өз сезімін мойындағаны белгілі болды. Бірақ Джинджудың одан бас тартуының себебі оның тердің қатты иісі шыққандығында болды. Мұны естіген Нам Гейл қатты абдырап қалды. Ең жақын досының әңгімесін естіген Джинджу оның бұлай айтқанына сене алмады. Енді ол шынымен өкінетінін сезді. Бірақ Борон Джинджудың күні бойы әдеттен тыс реакциясының куәсі болған кезде ол да қатты үрейленді. Джинджу өзінің 20 жыл бұрынғы уақытқа қайта оралғанын және қазіргі уақытқа оралғанын түсіндіруге құлықсыз болды. Бірақ оның ең жақын досы бұған мүлде сенбеді. Ол 20 жылдан кейін, тіпті ажырасқаннан кейінгі күніде өткенге қайта оралғанын түсіндірді. Джинджудың әңгімесін тыңдағаннан кейін оның екі жақын досы да оны есінен танып қалған болуы керек деп ойлады. Сондықтан екеуі кешкі асқа бір жерге кетті. Джинджуды жалғыз қалдырып, өзінің ең жақын досының бұл көзқарасын көргенде, Джинджу да өзін өте дәрменсіз сезінді. Ақырында оның басқа амалы қалмады. Олармен бірге тамақ ішуге бару. Бірақ Джинджу асханаға қарай бет алған кезде кенеттен оны біреудің қолы ұстап алды. Бұл жерде Джинджудың романтикалық сәттілігі үнемі көрініп тұрды. Бірінші, мектептегі сымбатты жігіт оған өз сезімін мойындады. Жас жігіт Джинджуға баяғыда назар аударғанын және одан телефон нөмірін сұрағысы келетінін айтты. Мұны естіген Джинджу өзін өте бақытты сезінді. Бірақ ол жай ғана уақытты саяхаттап жүрді. Сондықтан ол телефонының бар жоғын ұмытып кетті. Ол жас жігітке телефон нөмірі жоқ екенін және қалалық телефон нөмірін есіне түсірмейтінін айтқан кезде, кенеттен мына жерден мәтіндік хабарлама туралы хабарлама естілді. Жас жігіттің оң көзқарасы оны естіген бойда бірден жоғалып кетті. Джинджу түсіндіруге дайындалып жатқанда, жас жігіт артына қарамай бұрылып кетіп қалды. Алайда бұл көріністі көрген достарында бірден қызғаныш белгілері байқала бастады. Бірақ оның романтикалық армандарына бой алдырған Джинджудан айырмашылығы, оның күйеуі Бандо университет дәуіріндегі уақыт саяхатынан бері аянышты күйде болды. Бандо жасөспірім кезіндегідей болды. Оның көз алдында бәрі бір түрлі болып кетті. Әсіресе досы Чеву киген киімді көргенде. Ол тіпті қалғандарын бір түрлі киімдері үшін мазақ етіп, балапандарын ауыстырып жатыр ма деп сұрады. Чеву да Бонаннан мұны өзіне кигіздің бе деп сұрады. Ал Бондо оны мазақ етуге батылы барды. Содан кейін Бондо мұндай затты ешқашан кимейтінін айтты. Бірақ Бандо мұны айтып, сыныпқа кіргеннен кейін ол мазақ еткен балапан костюмінің шын мәнінде бүкіл сыныптың костюмі екенін анықтады. Форма, және ол оны кимеген жалғыз адам болды. Сынып жетекшісі Бандоның формасы жоқ екенін көріп, оған бірден ескерту жасады. Алайда Бандо іштей ойлады. Бұл жігіт шынымен де басымдыққа ие болуға батылы барды және оның айтқанын орындауын талап етті. Біраз ойланғаннан кейін ол ақыры қатты күлді. Сынып жетекшісі оның күлгенін көргенде қатты ұялды. Оның үстіне Бондо асығыс екенін
және оны киюді ұмытып кеткенін ашық айтты. Содан кейін сынып жетекшісі одан неге бәрі осында тұрып жазалануы керек екенін білесіз бе деп сұрады. Оқуын тастап кеткен студент бұл олардың факультетіндегі жаңа студенттің орта мектеп оқушысын ұрып соғуынан болғанын айтты. Содан кейін Ван До сыныптастарын соншалықты тәкаппар болғаны үшін қатты сынға алып, тіпті жоғары сынып оқушысын ұруға батылып барғанын айтты. Олар сыйластықтың не екенін білмеді. Мұны естіген сынып жетекшісі бұдан былай шыдай алмай, бұл Ван До екенін айтты. Кеше түнде Ван До басқа сыныптастарымен кешкі ас ішіп отырғанда орта мектеп оқушыларының формасы балапанның костюмі екенін айтқанын естіп, бұл оны қатты ашуландырғаны белгілі болды. Бұл жоғары сынып оқушылармен жанжал болды. Сондықтан оларды бүгін жазалауға тура келді. Бір адамның қателігі жауапкершілікті бүкіл топ бөлісу керек дегенді білдіреді. Сол кезде кеше түнде соққыға жығылған орта мектеп оқушылары Ван До сабағын өткізу үшін энергияға толы таяқшалармен сыныпқа келді. Бұл жоғары сынып оқушылары сыныпқа кіргеннен кейін олар Ван Доның шығып, олармен кездесуін талап етіп, қатты айқайлады. Осыдан кейін орта мектеп оқушылары Ван Доны және басқа оқушыларды стендтік жаттығулармен жазалады, және олар жоғары сынып оқушыларының бос ұрыстарын тыңдауға мәжбүр болды. Көп ұзамай бір оқушы жоғары сынып оқушыларына бұдан былай шыдай алмайтынын айтып, бұл позицияны қанша уақыт ұстау керектігін сұрады. Жоғары сынып оқушылары бөлмеге бірде-бір студент кірмейінше бұл ұстанымды сақтауға тура келетінін айтты. Бірақ құрылыс факультетінде студент қыздарды қайдан табуға болады? Дәл осы сәтте кездейсоқ дәлізде кенеттен беліне дейін ұзын шашы бар қыз пайда болды, және барлық көздер оның фигурасының артынан есіктің сыртына қарай жүгірді. Олар әлі де бұл қыз есікті ашып, ішке кіреді деп үміттенген. Бірақ сыныптастары бұл баланы көргенде ешкім күтпеген жағдай болды. Олар тіпті бұл дүниеден кету туралы ойға келді. Бірақ беліне дейін шашы бар бұл жігіттің Ван Доны мазақ еткені сонша, ол күлкісін тоқтата алмай, аузын жаба алмайтындай дәрежеге жетті. Бұл кездейсоқ күлкі орта мектеп оқушыларының ашуын одан сайын күшейтіп, Ван Доны жазалауды жалғастыруға мәжбүр етті. Жаза біткен соң көп ұзамай Ван До ағаларын жұбатқысы келіп, оларға арнайы сусындар сатып алды. Алайда олар ғимараттан жаңа шыққан кезде олардың жанынан бір фигура өтіп бара жатып, Ван Доны біртүрлі тану сезімін тудырды. Сондықтан ол ер адамның соңынан ерді, және бұл бала Ван Доның бастығы болып шықты. Ол оны бұрын зеңбірек жемі ретінде пайдаланған. Енді оны мектепте кездестіргеннен кейін Ван До әрине оны жібермес еді. Хон Свит сүйіктісімен сөйлесіп жатқанда Ван До келіп, оны абайсызда құлатып алғандай кейіп танытты. Содан кейін кешірім ретінде бір банка сода алып шықты. Алайда бұл сода құтысы қарапайым емес еді. Шырын екеуі оны ашқанда, Ван До жолда келе жатқанда оны үнемі сілкіп тастайтыны белгілі болды, тек ашуын шығару үшін. Содан кейін Ван До сыныпқа қайтып келгенде, сыныптасы оған бүгін кешке сыныптастарымен кездесу болатынын айтты. Ван До мұны естігенде қатты қуанды. Бірақ ол жаңалықтардан ләззат алмай тұрып, артына бұрылғанда ең бірінші көргені оның бұрынғы әйелі Джин Чжу болды. Екі адам бұл өмірде бір-бірін енді ешқашан көрмейміз деп жасырын түрде бір-біріне қарап тұрды. Бірақ олардың ешқайсысы күтпеген нәрсе, кешкі қарым-қатынастан кейін олар қайтадан бір үстелге отырады. Олар бір-біріне қараған кезде екеуі де екіншісі олармен бірге қайтып оралмады деп ойлады. Алайда сыныптастарының жұптық ойын ойнауды ұсынғаны оларды одан сайын ашуландырды. Бір сыныпта Джин Чжу мен Ван До бір-бірінен аулақ болғысы келді. Бірақ тағдыр оларды алдады, және олар бір-бірімен жұптасып қалды. Олар бір-біріне қараған сайын, неге қараған сайын ашуланатынын түсіне алмады. Ван До өзінің болашақ қиын жағдайын ойлаған кезде ол тезірек қашып кеткісі келді. Сондықтан ол Джин Чжудан бас тарту үшін мысқыл үнін қолданды. Бірақ Джин Чжу көнгісі келмеді, және бірден Ван Додан аяусыз кек алды. Бірақ Ван До кетейін деп жатқанда, ол бүгін мен сенімен ажырасамын деп айтуды ұмытпады. Осылай деп бұрылып кетіп қалды. Мұны естіген Джин Чжу аң-таң болып, не айтқысы келгенін түсінбей қалды. Ал оның сөздерінің астарлы мағынасын түсінгенде, ол өзін өте жайсыз сезінді. Ол неге екенін түсіне алмады. Ақырында ол сондай сәби жігітке ғашық болды. Ван До кетіп бара жатқанда, ол әлі де жасырын қуанды, өйткені ол бір күні Джин Чжуды жеңді. Бірақ ол өзінің алғашқы махаббатын кездестірген сәттен ләззат ала алмады. Оның сұлбасы мен осы әдемі жүзін көргенде, ол бірден үнсіз қалды. Сондықтан ол асығыс оның артынан қуып, оны есіне алды ма деп сұрады. Су ең есінде екенін айтты, бірақ онша жақсы емес. Ван До бірден бұл маңызды емес деп жауап берді. Ол оған мұқият қарады да, жүзінен бір сәтте қуанышты күлкі пайда болды. Бірақ кездейсоқ бұл көрініске Джин Чжу да куә болды. Бұрынғы күйеуінің басқа әйелге осындай ерлікпен қарағанын көрген Джин Чжу іштей қызғанышты сезінді. Олар ажырасқанына қарамастан, ол оны әлі де қабылдай алмады. Ақырында оған тек бұрылып кетуге тура келді. Джин Чжу көпірден өтіп бара жатқанда, ол Ван До өзінің алғашқы махаббатын табу үшін өткенге кетті деп ойлады. Бірақ егер ол өзінің алғашқы махаббатын соншалықты жақсы көрсе, неге ол онымен ұзақ жылдар бірге болды? Бұл туралы бір ой оның көңіл күйін түсірді. Бұл кезде жағдай одан сайын нашарлай түсті. Өйткені Джин Чжу сәбиінің даусын естігендей болды. Бір кездері ол тіпті көпірде өз баласының пайда болғанын көрген. Бірақ шын мәнінде бұл бала басқа біреуге тиесілі болды. Осыған байланысты Джин Чжудың эмоциясы толығымен бақылаудан шығып, ол көзіне жас алды. Өткенге қайта оралғанымен, ол ана болғанымен, баласын әлі де қатты сағынып,
уайымдап жүрді. Баласының басынан өткеруі мүмкін нәрселер туралы ойлана отырып, ол бұл уақыт саяхаты жай ғана арман болды деп шын жүректен үміттенді, өйткені ол баласын шынымен сағынды. Бұл туралы қайта-қайта ойлаған Джинджу ақыры оны жеңе алмай, көпірге құлап, жылап жіберді. Содан кейін ол таксиге отырды да, жылап, есікті ашып, оған отырды. Бірақ бұл көлік такси емес, әдемі Намгилдің көлігі еді. Джинджудың қатты ренжігенін көріп, Намгил не істерін білмей, ақыры оны үйіне алып кетті. Жолда келе жатып, Джинджудың өзін жақсы сезінуіне көмектесуге тырысып, ол тіпті әнді әдейі ашты. Бұл ән оны тыныштандырады деп үміттенді. Бірақ сапар бойы Джинджудың көз жасы төгілуін тоқтатқан жоқ. Намгил оны үйінің босағасына апарған кезде ғана ол ақыры оның келгенін білдіретін сөз тіркесін айтты. Мұны естіген Джинджу ойланбастан банк картасын суырып алып, Намгилге берді. Ал Намгил картаны көргенде, оның жүзі өзгеріп, таңданып қатып қалды. Содан кейін ол картаны оған қайтарып берді. Джинджу әлі жылап, банк картасын алып, көліктен түсті. Намгил оның артынан қарап тұрғанда, оның басынан не өткенін әлі түсіне алмады. Үйге оралғанда, Джинджу бірнеше жыл бұрын анасына жазған қоштасу хатын басып шығарды. Өйткені ол түсінде ғана болашаққа уақытында жетуге жақсы мүмкіндігі бар деп сенді. Сосын қонақ бөлмеге кіріп, анасының алдына тізерлеп отырды. Ол оған бейкүнә көздерімен қарады. Ол шынымен де анасының онымен мәңгі бірге болғанын қалады. Анасына келетін болсақ, қызын бұл күйде көргенде, оған не болғанын білмеді. Сол түні анасы төсекте жатып, күйеуінен кездейсоқ оған дұрыс емес нәрсе жеп қойғанын сұрады. Джинджу анасының қасында жатқанда, анасының бұрылып, оған қарап тұрғанын көріп, оны көргенде ол өзін бақытты сезінді, деді. Ол кезде Джинджу анасының құшағында жатқан кішкентай бала сияқты еді. Мүмкін, анасының көзінше, балалары қанша жаста болса да, олар әлі де оның кішкентайлары болып қала береді. Екінші жағынан, түн ортасы болғанына қарамастан, Бандо әлі де өз бөлмесінде отырды. Егер ол ұйықтап жатса, өткенге орала аламын ба деп терең ойланып отырды. Егер бұл орын алса, ол ажырасқан адам болады. Өмір қазіргідей қызық болмайды. Сергек болу үшін Бандо екі сіріңке қорабын пайдаланып, көзінің бұрышын ашып, сергек болды. Бірақ соңында ол әлі де көзін бақырайтып, ұйықтап қалды. Келесі күні таңертең Джинджу өзінің болашаққа қайта оралмағанын түсінді. Және ол кеше түнде қатты жылағандықтан, оның көздері қызарып, ісіп кетті. Бондоға келетін болсақ, ол оянып, болашаққа оралмағанын түсінгеннен кейін, ол қатты қуанғаны сонша, ол есінен танып қала жаздады. Дегенмен, бұл оған бір идеяны да берді. Сондықтан ол бүкіл отбасын жинап, ата-анасына отбасының барлық мүлкін оған беруді бұйырды. Осылайша ол бұл ақшаны бірнеше есе көбейте алады. Осылайша әркім молшылық пен молшылықта өмір сүре алады. Қытайлық жылжымайтын мүлікке ақша салсаңыз болғаны, болашақта оның құны бірнеше есе артады. Бірақ мұны естіген оның ата-анасының ашуланғаны сонша, олар есінен танып қала жаздады. Әкесі бұдан былай шыдай алмай, баласына ояту үшін сабақ бермекші болып, балғасын ұстады. Алайда, ұлы әлі есін жиған жоқ сияқты. Бұл жолы әкесінің оған қатты ашуланғанын көріп, асығыс үйден жүгіріп шықты. Осы кезде Джинджу таксимен мектепке бара жатқан. Такси мектеп қақпасына жеткенде, Джинджу жүргізушіге банк картасын берді. Алайда жүргізуші абдырап қалды да, бұл сіздің картаңызды ұрлап кетуі мүмкін супермаркет емес, такси екенін айтты. Бірақ Джинджу картаны алдыңғы түнде тамаша ұрлай алатынын анық есіне алды. Ендеше, бұл неге бүгін жұмыс істемеді? Басқа амалы жоқ. Джинджу жүргізушіге қолма-қол ақша табу үшін сөмкесін ақтара бастады. Бірақ қанша тырысса да, бірде-бір тиын таба алмады. Ақырында ол кеше түнде абайсызда әмиянын таксиге тастап кеткенін есіне алды. Бақытымызға орай, ол күртесінің қалтасынан соңғы $5000 тауып алып, жүргізушіге берді. Ол мектепке алғаш келген кезде, оның назарын Намгил деген әдемі жігіт аударды. Намгилдің өзіне қарай бет алғанын көрген Джинджу шошып кетті де, қоқыс жәшігінің артына тез тығылып, бізге Гилді алыстан бақылап отырды. Джинджу оған таңдана қарап тұрғанда, Бандоның жақын досы мен оның достары тобы пайда болды. Бірақ Джинджу әшкереленгісі келмей, оларды қуып жіберу үшін өзін теуіп жіберді. Кездейсоқ Намгил бұл көрініске куә болды. Ол неге бұл оғаш қызбен үнемі кездесіп жүргенін іштей ойлады. Намгилдің асығыс кетіп қалғанын ойлап, Намгилдің кетіп бара жатқанын көріп, сол кезде ғана Джинджу жеңілдем алуға батылы барды. Сонымен қатар, Бондо өткенге саяхат жасағаннан бері, ол өзінің жасырын махаббатын, жас Богинаны іздеуге бел буды. Со Йен биін жаттықтырып жатқанда, Бондо артқы есіктің алдында жасырын тұрып, оны бақылап отырды. Со Йеннің өз биін құмарлықпен орындап жатқанын көріп, Бондо іштей керемет толқуды сезінді. Ол іштей ойлады. Егер Со Йен екеуі әу бастан бірге болса, алдағы күндер өте бақытты болар еді. Осыған байланысты Бондо бар батылдығын жинауға шешім қабылдады. Ол Со Юға жақындады. Ол Со Йенға кеше түнде дөрекі сөйлегеніне қатты өкінетінін айтты. Ол бүгін кешірім сұрауға келді. Міне, ол оған арнайы сатып алған сусын. Әрине, оның басқа достары үшін де бар. Осылай деп Бендо кетпекші болды. Бірақ бірнеше қадамнан кейін ол артына бұрылып, оның телефон нөмірін ала алмайсың ба деп сұрады. Келесі кездесуімізде олар бір-бірін жақсы білетін болады. Осыдан кейін Бондо бұл оқиғаны жақын достарына айтуға барғанда,
олардың ешқайсысы оған сенуге және оның өтірік айтып жатқанына сенуге батылы бармады. Ақымақ Джей тіпті телефонға жауап берген адамның өте жас екенін естігенде көз жеткізу үшін нөмірді терді. Екі дос ақыры бұл оқиғаға толық сенді. Асығыс Бондодан бірнеше кеңес сұрады. Ал Бондо бұл процесс туралы мақтанышпен айтты. Бірақ ол бұл оқиғаны ынтамен айтып жатқанда, оған кенеттен Джинджу келді. Ол бастапқыда онымен сыпайы сөйлескісі келді. Бірақ Бондо онымен ешнәрсе істегісі келмеді. Сондықтан ол сабақтан бас тарту үшін сылтау айтты. Бұл Джинджаны қатты ашуландырды және ол оны мазақ ету үшін анонимді хатты пайдаланды. Сонда ғана Бондо Джинджудың да осы уақытқа дейін өткен уақытқа саяхаттағанын түсінді. Сондықтан сабақтан кейін ол оны сөйлесу үшін сыртқа шығарды. Бондо Джиндждің актерлік шеберлігі шынымен де әсерлі екенін, оны әрең танитынын, тіпті оны қорқынышты әйел деп атағанын айтты. Осыдан кейін олар бір-бірін сынап, балшықпен ластай бастады. Бірақ шын мәнінде Джинджу Бондоны табу үшін келді. Өйткені ол болашаққа қалай оралу керектігін білгісі келді. Бірақ Бондо мұны да білмеді. Ол сондай-ақ олар енді ешқашан болашаққа оралмаса, ажырасудан қорықпаса жақсы болар еді деп ойлады. Мұны естіген Джинджу басқа не айтарын білмеді. Ақыры олар келісімге келді. Бұдан былай олар бір-бірін мазаламайды. Әркім өз өмірімен өмір сүреді. Бірақ олардың тағдыры шынымен осылай аяқталуы мүмкін бе? Джинджу университетте оқып жүргенде өткенге жіберілді. Сондықтан ол жүрегіндегі өкініштерін түзеткісі келді және ең бірінші істегісі келгені түнгі клубқа биік өкшелі туфли кию болды. Джинджу және оның екі жақын досы түнгі клубқа көңіл көтеруге бара жатқанда биік өкшелі туфли киіп алған. Бірақ олар жатақханадан шыға салысымен 60 градустық еңіске тап болды. Олар еңісті көргенде үшеуі де қазылғандай қатып қалды. Бірақ Джинджу алғаш рет биік өкшелі туфли киді. Сондықтан оған мән бермеді және ол жай ғана еңіске қарай бет алды. Оның екі жақын досына келетін болсақ, олар өте тәжірибелі болып көрінді және бақылауды жоғалтып алудан қорқып, аяқтың ұшымен абайлап жүрді. Сол кезде Джинджу үлкен қиындыққа тап болды. Бақытымызға орай, оның жағдайы жақсы болып қана қоймай, оны әдемі жігіт ұстап алды. Намгил Джинджаны осы күйде көргенде қатты ыңғайсызданып қалды. Ол тіпті егер ол аяғынан нық тұра алса, оны жіберу керек екенін айтты. Өйткені оның денесінде қышқыл иіс бар. Мұны естіген Джинджу оның қолын тез босатып түсіндірді. Ол шынымен де қатты өкінді. Ол алғаш рет биік өкшелі туфли киіп, оның қышқыл иісі мүлде жоқ екенін айтты. Мұны естіген Гил бізге ештеңе айтпады да, жай ғана кетіп қалды. Кездейсоқ бұл көрініске Бондо мен оның екі жақын досы куә болды. Доктор Че оны көргеннен кейін тіпті келесі жолы осында келіп, дәл осылай жасап көру керек екенін айтты. Мүмкін оларға махаббат келетін шығар. Чеву бұл тамаша идея деп ойлады. Бірақ Бондо ешқандай қуаныш сезінбеді. Осыдан кейін Джинджу және оның достары түнгі клубқа барды. Бұл Джинджудың мұндай жерде бірінші рет болуы. Ол бала сияқты еді. Көргендерінің бәріне қызығатын, тіпті үстел шамын алып, оны алға артқа тербететін. Бірақ шын мәнінде үстел шамын шайқау көмекке шақыруды білдіреді. Көп ұзамай даяшы Джинджуге келіп, оған қандай да бір көмек керек пе деп сұрады. Оның досы Борум бәрін тез түсіндіріп берді. Ол мұнда бірінші рет келді. Даяшы олардың мұнда бірінші рет келгенін естігенде, ол Джинджадан сөйлесетін жігіт тапқысы келетінін сұрады. Мұны естіген Джинджу қатты толқып, даяшының соңынан жеке бөлмеге кетті. Бірақ сол сәтте болашақ режиссер де Джинджаға назар аударды. Сондықтан даяшы үш қызды Хансектің бөлмесіне алып келді. Бірақ Борум Хун Соктың шебер флиртін көргенде, оның ниетін бірден түсінді. Бірақ Джинджу аңғал болғандықтан бәрі жақсы екенін айтты. Осыдан кейін Борум мазасыздана бастады. Егер осылай жалғаса берсе, онда Джинджу шығынға ұшырауы мүмкін. Сондықтан Борум Джинджуға далаға шығып, дискотекада билеуді бұйырды. Үшеуі бөлек бөлмеден шыққалы жатқанда, Хэн Сук үнсіз Джинджуға оның байланыс ақпараты жазылған қағазды берді. Осыдан кейін Борум Джинджаны негізгі залға апарды. Онда олар 90-шы жылдардағы дискотекаға билеп жатқан көпшілікке қосылды. Бірақ үш қыз ынтамен билегендіктен Бондо тобының да сонда екенін байқады. Джинджудың екі досы Бондоның бөлмесіне барып, олармен бірге көңіл көтеруді жоспарлады. Алайда Джинджу ішке кіруден қыңырлықпен бас тартты. Өйткені ол Бондоны шынымен көргісі келмеді. Сондықтан ол сыртта отырып, жалғыз ішетін. Бөлменің ішінде Бондо Борумға қарап, оның ішу қабілетін есіне алды және оны арандатуға батылы бармады. Бірақ олардың қасында отырған әділет министрі оның қаншалықты күшті екенін білмеді және Борумды ішу қабілеті нашар деп айыптады. Бондо оған қанша белгі берсе де, әділет министрі оған мән бермеді. Сондықтан Борум екеуі ішімдік ішу сайысын ұйымдастырды. Бірақ Борум әділет министрін үстелдің астына мас етіп, есінен танып қалғанша біраз уақыт өтті. Осы кезде кенеттен даяшы жүгіріп келіп, олардың достарының бірі тым көп ішкен сияқты екенін айтты. Ал қазірдің өзінде әбден мас болған Джинджу сахнада қолында микрофонмен тұрып, бірдеңе деп айқайлап тұрды. Бұл жиналғандардың барлығын күлдірді. Содан кейін Джинджу әлі мас күйінде Бондоны кінәлай бастады. Ол оны сараң деп атап, оның кесірінен өмірі бұзылғанын айтты. Ол одан қызы Соджинның жағдайын, оның не істемекші екенін сұрады. Соджинның есімін естігенде Бондо ақыры есіне түсті. Бірақ ол өткен уақытқа саяхат жасаған. Ал бала ше, бұл туралы ойлана отырып, Бондо терең ойға шомды. Оның қазіргі өмірі жақсы өтті. Бірақ өткенге оралғанына қарамастан, оның баласы әлі де болашақта болды. Бұл туралы ойлағанда, Бондоның бетінен мұңның көз жасы ағып, ол болашаққа тезірек оралғысы келді. Келесі күні таңертең Бондо Джинджуды іздеуге шықты. Соджин туралы дұрыс сөйлескісі келіп, ол Джинджаны бос бөлмеге сүйреп апарды. Онда екеуі де барлық сезімдерін, жүректеріндегі көңілсіздіктерін білдірді. Олар тіпті балалы болып,
ажырасқандары туралы да айтты. Бірақ олардың түсінбегені, бұл бөлме шын мәнінде мектептің хабар тарату бөлмесі болды және олардың айтқан әрбір сөзі мектептің түкпір-түкпіріне жеткізілді. Әп сәтте барлық оқушылар өздерінің құпиясын, соның ішінде алғашқы махаббаттарын, Со Йен мен Нам Гейлді білді. Олар да бәрін естіді. Алайда Бандо мен Джинджу не болғанын әлі түсінбеді. Сонымен қатар, есіктің сыртында тұрған Джунг Сюл де бәрін анық естіді. Және көп ұзамай бұл оқиға олардың сыныптастары арасында қызу талқыға түсті. Бұдо сыныпқа кірген кезде, Дже Ву одан мектепте жаңа ғана тараған ең ыстық жаңалықтар туралы естідіңіз бе деп сұрады. Бандо ұялып, қандай жаңалық бар деп сұрады. Дже Ву бірден олардың мектебінде ажырасқан, тіпті баласы бар оқушылар бар екенін айтты. Бандо мұны естігенде қатты таңғалып, олардың нешеде үйленгендерін білгісі келді. Дже Ву жастың маңызды емес екенін айтты. Ең бастысы, екеуі ажырасқаннан кейін жаңа махаббат тапты. Банда мұны естігенде қатты таңғалды. Бұл оның түсінігінен тыс болды. Бірақ ол Дже Ву айтқан адамдардың өзі және Чинчу екенін білмеді. Дже Ву студенттің жігітті сараң деп атағанын, және оның түкке тұрғысыз екенін, және ештеңе істей алмайтынын, және олар қатты ұрысып қалғанын айтқан кезде ғана Бандо осылай болды. Аң-таң болып, Джинджу оған дәл осылай айтты деп іштей ойлады. Бірақ Дже Ву мұны қайдан білді? Бандо бұл туралы досынан сұрағанда, Дже Ву мектептегі hands-free жүйесін нұсқады. Сонда ғана Бандо оқушылардың өзі және Джинджу туралы өсек айтып жатқанын түсінді. Әңгімелер осы уақытта Джинджу өз сыныбында отырды. Сонымен қатар оқушылардың оның тарихын талқылап жатқанын естіді. Олар студенттің өзі екенін білмесе де, ол мұны естігенде өзін өте ыңғайсыз сезінді. Содан кейін тамақ ішіп отырғанда Бандо әдейі Джинджудың қасына отырды. Одан не істеу керектігін сұрау үшін көз контактісін қолданды. Бірақ Джинджу қайдан білсін? Ал оның жанында отырған Чин Сюл не істеу керектігін сұрады. Олар Бондоға қатты қарады. Өйткені ол бүкіл мектепте бұл оқиғаның басты кейіпкерлері Банбан екенін білетін жалғыз адам болды. До және Джинджу. Ақырында Джон Сол бұдан былай өзін ұстай алмады және Бандоны қоқыс деп атады. Бұл әрекет Бандоны абдырап қалды. Ал Чин Чу да қатты таңғалды. Өйткені Джон Сол әрқашан жұмсақ және тыныш болды. Сондықтан ол неге кенет қатты ашуланды? Алайда Джон Сол күңкілдеп Бондоны қоқыс деп атай берді. Ол сөзін аяқтағаннан кейін, ол Бондоға қатты қарағаны сонша, Бондо басын көтеруге тым қорқып кетті. Ақырында уақыт өте келе оқиға сөне бастады және оны енді ешкім есіне түсіре алмады. Бандо мен Джинджу ақыры жеңіл демалды. Осыдан кейін Бондо өзінің құмарлығына қарай жүгірді және армандаған Құдайның ықыласына ие болу үшін ол көптеген тағамдар мен сусындар сатып алып, оларды Құдайдың бір топ достарына таратты. Ежелгі адамдар айтқандай, егер сіз қызды жеңгіңіз келсе, алдымен оның достарын жеңуіңіз керек. Бондо оған торт берді, бірақ оның жас болғаны сонша, бұл оның салмағына әсер етеді деп қорықты. Сондықтан ол оның мейірімді ұсынысынан бас тартты. Мұны көрген Бондо бұдан былай талап етпеді. Бірақ ол кетейін деп жатқанда, Со Йен кенет есінен танып қалды. Бондо оның жерде есінен танып жатқанын көргенде, оны дереу ауруханаға апару үшін оның жанына жүгірді. Со Йен ұзақ уақыт бойы салмағын бақылау үшін ештеңе жемегені белгілі болды. Со Йен ауруханада оянғаннан кейін оның асқазаны аштықтан дірілдеп кетті. Со Йеннің есін жиғанын көрген Бандо оны барбекю мейрамханасына апарды. Бірақ Со Йен әлі де салмағын жоғалтуға бел буып, басқа амалсыз кез келген тағамды жеуден бас тартты. Бинду оның алдында отырды да тәбетімен ет жеп, оның назарын аудару үшін сөздерді қолданып, анда-санда оны мазақ етіп, бір ғана тістеп көргісі келетінін сұрады. Ақырында мұндай кішкентай қыз бұдан былай қарсы тұра алмады және бір тістеп жеуге болатынын айтты. Сосын ол бір кесек етті алып аузына салды. Со Йен ет жеп жатқанда ол қатты қуанды, ал Бондо Со Йеннің тамақ іше бастағанын көріп, әлдеқайда аз уайымдады. Бірақ олар тойып болғаннан кейін Со Йен тағы да мазасыздана бастады. Ол тағы бірнеше келі салмақ қосқанына шағымданды. Мұны естіген Бандо аяқ киімін алып, енді тойып болған соң бірге жаттығу жасайық, деді. Осылайша біз жаңа ғана жеген калориямыздың бір бөлігін жағаламыз. Сосын Су Йен Бандомен көшеде келе жатты. Бірақ Су Йен қатты қызығып, Бандодан бұл кроссовкаларды қайдан алғанын сұрады. Ал оның аяқ киімінің өлшемін қайдан білдің? Ол бұл аяқ киімді әрине өзі сатып алғанын айтты. Ал өлшеміне келетін болсақ, ол оны қарап анықтай алатын. Со Йен күлді де, оған қарап, ақ өлшемді анықтау мүмкін емес екенін айтты. Бандо тез жауап берді. Егер сенің жүрегің болса, онда сен білмейтін ештеңе жоқ. Мұны естіген Со Йен қатты қуанды. Содан кейін екеуі де бүкіл қаланы аралау үшін тауға көтерілді. Аюн бұл сәттің таңғажайып, әдемі болғанын сезді. Ал Бдо қоршауға сүйеніп, оны жайбарақат бақылап отырды. Сол сәтте ол өзін керемет бақытты сезініп, уақыттың тоқтағанын қалады. Осыдан кейін Бдо Су Йенді аялдамаға апарды. Со Йен Бдоға алғысын білдіріп, оның бүгін тамаша уақыт өткізгенін және ол оны ұзақ уақыт бойы сезінген бірінші адам екенін айтты. Мұны естіген Бдо қатты қуанғаны сонша, оның жүрегі соғып кетті. Ол істегенінің бәрі оған тұрарлық екенін сезінді. Бірақ Бондо Со Янгты шығарып салып, басын көтергеннен кейін, оның жүзіндегі күлкі бірден жоғалып кетті. Өйткені ол болашақ туыстарын көшенің арғы жағында көрді. Болашақ туыстарының әкесі мен анасын көргенде, Бондо өте ыңғайсыз болды. Болашақ туыстары оның жанынан өтіп бара жатқанда, ол асығысы артына бұрылып, оларға түсініксіз қарады. Өйткені ол екеуін де көптен бері көрмеген. Келесі күні Бондо болашақ күйеу баласының үйінің алдына үнсіз жақындап, не болып жатқанын жасырын бақылап отырды. Бірақ сол сәтте бейтаныс адам кездейсоқ анасымен соқтығысып, оның үстіне оны жібермей,
үрейленіп, не істерін білмей қалды. Осы кезде кенеттен Бандо пайда болып, бейтаныс адамды шетке итеріп жіберді. Содан кейін оған ұрысып қалды. Содан кейін бейтаныс адам одан басқа адамдардың істеріне араласу үшін оның кім екенін дауыстап сұрады. Оған Бандо оның ұлы екенін айтты. Қандай да бір мәселе болды ма? Мұны естіген бейтаныс адам дауды жалғастырғысы келмеді. Ал Бандоны көрген анасы да қатты таңғалды. Өйткені мен оны мүлде танымадым. Бандо қайын енесіне қарау үшін бұрылғанда, кенеттен оның қайтыс болған жері есіне түсті. Колледжде оқып жүргенде-ақ түнде кітапханадан біртүрлі дыбыстар естіліп, жоғары курс студенттері бұл жерді аңдыған жер деп ойлайтыны туралы аңыз бар еді. Сол күні түстен кейін Джинджудың сыныптастары кітапхананың құпиясын ашу үшін жарыс ұйымдастырды. Ержүрек оқушылар кітапты алу үшін ішке кірді, бірақ олар кіргеннен кейін бірнеше достарының шошып кеткені сонша, ақыры сыртқа жүгіріп шықты. Джинджу зұлым рухтарға мүлде сенбейтін адам еді. Сондықтан ол өз бастамасымен ішке кірді. Бірақ дәл осы сәтте сөреден кенеттен кітап түсіп кетті. Бұл көріністі көргенде Джинджу кенеттен бұрын осында болғанын есіне алды. Оған қоқан-лоққы көрсетіліп жатқанда, ол кездейсоқ ішіндегі елес деп аталатын нәрсенің үлкендердің оларды қорқыту үшін жасаған айласы ғана екенін байқады. Бұл туралы ойлана отырып, Джинджу рөлдерді ауыстыра бастады. Осы кезде үлкені орындыққа еңкейіп отырды да, Джинджаны қорқытудың мүмкіндігін іздеді. Күтпеген жерден ақырында оның орнына одан қорқып кетті. Екі орта мектеп оқушысы Джинджудан қатты қорқып кеткені сонша, олар айқайлап сыртқа жүгіріп шықты. Мүмкін өмірінің соңына дейін олар бұл кітапханаға қайта оралуға батылы бармайтын шығар. Джинджу басқаларды қорқытқан орта мектеп оқушыларымен жұмыс істегеннен кейін ол жеңісті білдіретін қызыл конвертті іздей бастады. Бірақ қызыл хатты қолына алған бойда ол сүрініп, баспалдақтан құлап кетті. Бақытымызға орай, дәл осы сәтте оның алдында тұрған жас жігітке қарап тұрған оның құтқарушысы пайда болды. Джинджу қатты таңғалды. Ол тез орнынан тұрып, бірнеше қадам артқа шегінді, бірақ өкінішке орай баспалдаққа соғылып, оның құлап кетуіне себеп болды. Оның кесірінен Намгил жарақат алды. Бұл оның өзін өте кінәлі сезінуіне себеп болды. Оның тобығына массаж жасап жатқанын көріп, ол асығыс келіп, тобығының ісінгенін көрді. Бірақ ер адам ретінде Намгил ауырсынуға шыдауға тырысты және оның жақсы екенін айтты. Алайда Джинджу оның айтқанына мән бермеді. Ол бізге гильге көтеріліп, оны далаға шығаруға көмектесуге бел буды. Кейінірек Джинджудың батылдықпен кітапханаға басып кіруіне байланысты сыныптастары оған арнайы мерекелік кеш ұйымдастырды. Барлық оқушылар Джинджуға таңданыстарын білдірді. Джинджу елестерде үлкен мәселе жоқ десе, ең қорқыныштысы адамдар. Осыны айтқан соң Джинджу Намгилге қарай қарады. Тобығының әлі ісініп тұрғанын есіне алып, ол асығыс мұз пакетін әкеліп, оны пайдалануды бұйырды. Алайда біз гильге мүлдем мән бермедік. Джинджудың Намгилдің аяғын орындыққа күшпен көтеріп, оған мұз пакетін қоюдан басқа амалы қалмады. Тапсырманы орындап болған соң, ол басқа сыныптастарымен бірге ынтамен тост айтуды жалғастырды. Ал Намгил Джинджудың жүзін көріп, оған бірте-бірте жанашырлық танытты. Ол бұл қыздың неге соншалықты ерекше екенін іштей ойлады. Көп ұзамай Джинджу есінен танып, мас болып қалды. Намгил оның ұйқышыл күйін бақылап, оны өте сүйкімді деп тапты. Кеш біткен соң, ол мас болған кезде, оның қандай күйде болатынын көру үшін, оның соңынан ерді. Джинджу автобуста отырып, терезеден демалып, оған кішкене аяқ ізін қалдырды. Ол баласын қатты сағынды. Ал 2 жасар баласы туралы ойлау Джинджаны қатты алаңдатты. Содан кейін ол мұңайып, жылап жіберді. Ал Намгил бұл көріністі түгел көрді. Ақырында Джинджу үйге келгенде ғана өзін сенімді сезініп, кетіп қалды. Ал Бандо әлі де жалғыз отырып, ішіп, жылап отырды. Өйткені ол бұрынғы әйелі екеуі 20 жыл бұрын көшіп келген, бірақ олардың баласы әлі болашақта. Олар өз балалары туралы ойлаған сайын, Бандо да, Джинджу да жүректері ауырады. Дәл осы себепті Джинджу төсекте бүгіліп, қатты жылап отырады. Келесі күні таңертең Джинджу кенет оянды, бірақ ол өткен уақытқа саяхаттамағанын түсінгенде, ол қайтадан жылай бастады. Оның айқайын естіген анасы бөлмеге асығып кетті. Қызының аянышты жылап жатқанын көріп, ол қатты үрейленді. Өйткені Джинджу соңғы кездері біртүрлі әрекет етіп жүр. Джинджу анасын көргенде өзін одан сайын кінәлі сезінді. Ол анасын құшақтау үшін алға еңкейді. Өйткені ол бір кездері анасынан айырылу сезімін бастан өткерген. Енді оны қайта көру мүмкіндігі аспанның сыйы сияқты көрінді. Анасының оны тастап кетуіне жол бермеу үшін Джинджу оны тексеру үшін ауруханаға апаруды ұйғарды. Бірақ дәрігер Джинджуға анасының болашақта ұзақ емделуі қажет болуы мүмкін екенін айтты. Джинджу дәрігерден диализден өтсе, 10 жылдан кейін асқыну мүмкіндігі бар жоғын сұрады. Ал дәрігер, әрине, мұндай мүмкіндік бар және асқынулар ертең де болуы мүмкін деп жауап берді. Джинджу асқынуларды барынша азайтудың қандай да бір жолы бар ма деп сұрады. Ал дәрігер анасының 100 жасқа дейін өмір сүруі үшін емдеуді жалғастырудың ең жақсы жолы екенін айтты. Дәрігердің сөзін естіген Джинджу енді анасын құтқарудың мүмкін еместігін түсінді. Джинджу науқастың бөлмесіне кіріп, төсекте жатқан анасына қараған кезде, ол өзін өте кінәлі сезініп, оны қалай құтқару керектігін білмеді. Кейінірек Джинджу мектеп асханасында отырып, мұңды көңіл күйде болды. Бұл көріністі бізге гил кездейсоқ көрді. Ол күріш ботқасын әкеліп, қасына отырды да, жалғыз тамақ ішу шынымен қызықсыз екенін айтты. Алайда Джинджу жалғыз тамақ ішпеді. Намгил мұны көріп,
жалғыз өзі тамақ ішіп отырған адам екенін айтып, ұяттан тез арылды. Осыдан кейін Намгил мен 3 адамнан тұратын Джинжу тобы бірге тамақтанды. Джинжудың екі жақын досы Нам Гилді көргенде қатты қуанды. Өйткені олар оның әдемі ағасымен кешкі ас ішуге сирек мүмкіндік алды. Нам Гил мен Джинжу тамақтанып болған соң, ол одан өзімен бірге жүруін өтінді. Джинжу не болып жатқанын түсінбей, оның соңынан ерді. Ол одан неге кенеттен оған назар аударғанын сұрады. Ал Нам Гил бұл оның онымен сырласқаны үшін деп жауап берді. Джинжу оның онымен сырласқанына сенбеді. Ол өмірінде ешкіммен сырласпаған. Ал кітапханада бұрын болған оқиға жай ғана апат болды. Содан кейін Джинжу оның жағдайы жақсы ма деп сұрады және оған үнемі мұз жағуды еске салды. Әйтпесе бұл кейінірек асқынуларға әкелуі мүмкін. Джинжудың түрін көрген Нам Гил күліп, онымен шынымен флирт жасап жүргенін айтты. Джинжу мұны асығыс жоққа шығарды. Бірақ Нам Гил бәрібір онымен сырласып жатыр деп ойлады. Оның үстіне оның аяғы әлі де ауырады. Оның әр қадамы ауырды. Мұны естіген Джинжу тексеруге келді. Бұл әрекет Нам Гилді шошытып жіберді де, оны бірнеше қадам артқа шегінуге мәжбүр етті. Содан кейін дірілдеп кетті. Ол душ қабылдауға дайындалу үшін мектеп дәретханасына барды. Бірақ шешінуге дайындалып жатқанда, кенет оның қасындағы адамдардың Джинжу туралы айтып жатқанын естіді. Хон Сеок 2 күн бұрын Джинжу есімді қызды қалай кездестіргені туралы айтып жатқаны белгілі болды. Оған өте кінәсіз. Бұл көңіл көтерудің тамаша уақыты болды. Мұны естіген Нам Гил қатты ашуланды. Сонымен бірге Пандо олардың дәл қарсысында отырып бәрін естіді. Ол басқалардың бұрынғы әйеліне ұрысып жатқанын естігенде сабырлы бола алмады. Сондықтан ол жігітті аяғымен бассейнге итеріп жіберді. Осыдан кейін Бондо ашуланып, бұрылып кетіп қалды. Ол жуынатын бөлмеден шығып, өзінің алғашқы махаббатын іздеуге кетті. Соншалықты жас, өйткені олар бірге баруды жоспарлаған. Сол күні кешке бірге киноға бару. Алайда автобусқа отырғанда жүргізуші көлікті басқара алмай қалған. Бұл Соянның Бондоның құшағына жиі түсіп кетуіне әкеліп соқтырды. Бұл оны қатты ұятқа қалдырды. Бондо мұны көрген соң, егер ол құлап қалса, ол зардап шегетінін ескертті. Сондықтан Соян Бондоның қолынан ұстады. Ұялды, бірақ сонымен бірге қауіпсіз болды. Содан кейін олар кинотеатрға барды. Бірақ Бондо билеттерді сатып алмақ болып, бұрыла бергенде, ол күтпеген жерден болашақ қайын атасымен бетпе-бет келді. Бұл оны қорқытып, жуынатын бөлмеге қашуға мәжбүр етті. Бірақ сабырлылығы қалпына келгеннен кейін, ол болашақ қайын атасы оны сол сәтте танымайтынын есіне алды. Сондықтан қорқуға ешқандай себеп жоқ. Сондықтан Бондо жуынатын бөлмеден абайлап шығып кетті. Бірақ ол Джинжу мен Нам Гилдің де оған көмектесу үшін, фильм көру үшін сонда болатынын болжай алмады. Ал Джинжу бізге Гилге бұрылып, оны ауруханаға апару керек емес пе еді деп сұрады. Оның мұндай кинотеатрға айналуы қалай болды? Нам Гил фильмдерді көру денсаулыққа пайдалы екенін және осылайша аяғының тезірек жазылатынын айтты. Бірақ Джинжуге бұл ақымақ себепке сену қиын болды. Алайда дәл осы сәтте Джинжу да Бондоны байқады және олар бір-біріне үнсіз сигнал бере бастады. Джинжу тіпті Нам Гилдің сезімін мойындап, олардың кездесуін ұсынған алдыңғы оқиғасын әдейі есіне алды. Джинжудың сөзін естіген Бондо қатты ашуланды. Өйткені ол әрқашан өзін Джинжудың алғашқы махаббаты деп санайтын. Жарты жолда Нам Гил есімді біреудің пайда болып, оның жолына түскеніне сене алар емеспін. Джинжудың оны әдейі арандатуға тырысып жатқанын көрген Бондо кек ала бастады. Бұл Джинжуды қатты ашуландырды. Кейінірек екі жұп бір кинотеатрға барды. Фильмді көріп отырып, жиналғандардың бәрі жылап жіберді. Бірақ оны тек Бондо мен Джинжу ғана ең қарапайым деп санады. Оның үстіне Бондо фильмге тіпті қызықпай, үнемі Джинжуға қарап отырды. Фильм біткен соң екеуі бірге далаға шықты. Сол кезде Джинжудың әкесі күтпеген жерден олардың қасына келді. Бондо оған инстинктивті түрде сәлем берді. Бірақ Джинжудың әкесі оның кім екенін түсінбеді. Оның кім екенін сұрады. Өз қателігін түсінген Бондо тез арада оның қасынан өтіп бара жатқанын айтты. Содан кейін ұялғаннан асығыс қашып кетті. Осы кезде Джинжудың әкесі қызына және онымен бірге киноға барған жас жігітке қатты қарады. Джинжу Нам Гилдің өзінен үлкен екенін тез түсіндірді. Бірақ оның әкесі кенеттен Нам Гилдің қолында ұстап тұрған күртешеге назар аударды. Мұны көрген Нам Гил аяғының жарақатына байланысты Джинжаны уақытша мазалағанын түсіндірді. Джинжу әкесіне оны асыра алмауды бұйырды. Өйткені Нам Гил жасы бойынша одан үлкен. Содан кейін оның әкесі Джинжудан өзімен бірге үйіне баруын өтінді. Бірақ Джинжу әкесіне үйіне өзі бара алатынын айтты. Мұны естіген әкесі талап етпей кетуге бұрылды. Джинжудың әкесін көргенде Нам Гил өзін әлдеқайда тыныш сезінді. Кейінірек Нам Гил мен Джинжу мейрамханаға барды. Олар үстелге отырғанда Джинжу оның аяғы ауырды деп өтірік айтып жатқан сияқты екенін айтты. Нам Гил оның аяғы шынымен ауырып жатыр ма деп қатты алаңдайтынын айтты. Джинжу бұл табиғи нәрсе екенін айтты. Өйткені ол оның осы күйде болуына себеп болды. Мұны естіген Нам Гил аң-таң болып, бұл қыздың қаншалықты сүйкімді екенін іштей ойлады. Джинжу Нам Гилдің мұқият көзқарасымен кездескенде өзін өзі сезініп, ұялып, оған тура қарауға мәжбүрлей алмады. Ұялғанын басу үшін Джинжу тамақ үшін ақы төлеуді ұсынды және Намгилден не жегісі келетінін сұрады. Күтпеген жерден Намгил оны жегісі келетінін ашық айтты. Джинжу бұл жауапқа таңғалды. Осыдан кейін Намгил Джинжуды босағасына шығарып салып,
оған жақсы кеш тіледі. Осылай деп Намгил кетуге бұрылды. Бірақ бірнеше қадам жерде бейтаныс адам оның қолынан ұстап алды. Намгил оны ұстап алған адамның Джинджудың әкесі екенін түсінгенде, ол қатты шиеленісті сезінді. Джинджудың әкесі фильмді көргеннен кейін не істеп жатқандарын сұрады. Намгил сыпайы түрде олар жай ғана ішуге шыққанын айтты. Джинджудың әкесі Намгилдің ішімдік ішу қабілеті мен отбасылық шығу тегі туралы үнемі сұрақтар қоятын. Намгилдің әкесі мектеп директоры екенін білгенде, Джинджудың әкесі қатты толқып кетті және оның Гилдің бізге деген көзқарасы бірден өзгерді. Ол тіпті Намгилден қызы Джинджуды шынымен ұнатама деп сұрады. Намгил мұны жасырмады және ашық мойындады. Келесі күні таңертең Джинджу автобуспен мектеп автобусының аялдамасына барды. Ол кездейсоқ Со Йенмен соқтығысып қалды. Ол сонымен бірге қолшатырын сөмкесіне салып жатқан Со Йенні да көрді. Мұны көрген Джинджу іштей, бұл қыз шынымен де алдын ала жоспарлауды біледі деп ойлады. Бандо да автобусқа отырып, сонда келді. Мұны көрген Джинджу, мүмкін, бұл сенің қалағаныңды алудың бір жолы шығар деп ойлады. Бұл жылап жатқан нәресте сүт алып жатқан сияқты ма? Осылай ойлаған соң, ол кетуге бұрылды. Бірақ бірнеше қадамнан кейін нөсер жаңбырда тұрғанда қолшатыры кенет сынып қалды. Джинджу не істерін білмей қалды. Осы кезде кенеттен Намгил пайда болып, оны қолшатырмен жауып тастады. Оның келбеті оның өміріндегі құтқарушы болып көрінді. Осыдан кейін Джинджу мен Намгил мектепке бірге кірді. Осы кезде Намгил қолшатырды әдейі Джинджуға қарай еңкейтіп, иығының бір жағы суланып қалды. Джинджу иығының жаңбыр суына малынғанын байқап, оған тез жақындады. Осы кезде Бондо мен Со Йенді бір қолшатырдың астында көшеде келе жатты. Оның үстіне бұл екі жұп қарама-қарсы бағытта келе жатқан. Олар бір-бірінің жанынан өтіп бара жатқанда, екеуі де бір-біріне қарап тұрды. Сол кезде олар кенеттен бір түрлі қызғаныш сезімін сезінді. Көп ұзамай олар сыныпқа кіргенде, Бандо Намгилдің дымқыл иығын байқап, жүрегінде менсінбеушілік сезінді. Ол тіпті өлшеу үшін қалам алып, Намгилдің иықтары өз иығынан әлдеқайда кең емес деп ойлап, мұрнының астына бірдеңе деп күбірледі. Осы кезде дәл артында отырған Джинджу да Бандоның дымқыл иығын байқады. Ол кенеттен қатты жаңбыр астында тұрған сайын, Бандо әрқашан өзімен бірге екі қолшатыр алып, қолшатырын онымен бөлісуді ұсынбай, оған бір қолшатыр беретінін есіне алды. Осыны ойлап, Джинджу үрлеп, мұрнының астына бірдеңе деп күбірледі де, Бандоны пайдасыз деп қарғады. Көп ұзамай жыл сайынғы мектеп фестивалі өтті. Бұл іс-шарада студенттер кампустағы өмірін байыту үшін сыныптан тыс іс-шараларға қатыса алатын, жергілікті жәрмеңкеге ұқсайтын барлық нәрсе болды. Джинджу осы қызықты іс-шараларға қатысу үшін жақын досына қосылды. Бірақ серуендеу кезінде олар бір қорап сусын алып жүруге қиналған екі студент қызды байқады. Мұны көрген Джинджу тез арада көмекке жүгірді. Егер ол тамақ пісіруді білмейтін оқушыларды көрсе, ол да өз көмегін ұсынар еді. Кездейсоқ Намгил бұл көріністің куәсі болды және бұл оны басқа қырынан көруіне себеп болды. Кейінірек Джинджу тіпті өзінің тамаша аспаздық шеберлігін көрсетті. Джинджудың аспаздық шеберлігін барлығы көргенде, барлық оқушылар шошып кетті. Көп ұзамай чилімен қуырылған хош иісті шошқа еті бар тағам дайын болды. Джинджу бір тілім алып, сыныптастарына дәм берді. Барлығы тағамның қаншалықты дәмді болып шыққанына таңғалды. Мұны көрген жақын жерде тұрған Намгил жақын арада оның да кезегі келетінін айтты. Бірақ ол аузын ашқан бойда кішілерінің бірі оның алдынан тістеп алды. Олар тіпті Джинджу өте дәмді тағам дайындайтындықтан оны негізгі тағамға айналдырғысы келетінін айтты. Мұны естіген Джинджу, бұл барлығын таң қалдырған бірінші тағам ғана, деп жауап берді. Егер ол басқа тағамдарды дайындайтын болса, мұндағылардың бәрі одан да ұялшақ болар еді. Ол Джинджу бізге Гилдің бір бөлігін бермекші болғанын айтқандықтан, оның сөзін сыныптасы үзіп тастады. Бұл бізге Гилді қатты ашуландырды. Осы кезде Бондо да фестивальге Се Йенмен бірге іс-шаралардан ләззат алу үшін келді. Бондо Се Йенға барлық ойындарды көруге әкелген толқыған бала сияқты болды. Кездейсоқ Джинджу бұл көріністі көрді. Кезіп жүрген Бандо ақыры өз факультетінің бөліміне жетті. Жоғары сынып оқушылары барлық студенттердің сабаққа көмектесумен айналысып жатқанын көріп, оның орнына Банның қоштасқанын көрді. Бұл оларды қатты ашуландырды және олар оған ұрысып қалды. Джинджу да не болып жатқанын көру үшін келіп, олардың ойынына қосылғысы келетінін айтты. Бірақ Джинджу Бондоның оларға қосылуын, нысанаға айналуын қалады. Джинджу бұрынғы күйеуіне су шарларын лақтыра берді. Және Джинджудың бұл белгіні алуының себебі, ол баласына күтім жасау кезінде осы шеберлікті шыңдаған. Сондықтан қазір ол Бандоға мәрмәр лақтырып жатқанда, ол бір ретте жіберіп алған жоқ. Бірақ оның жас болғаны сонша, қасында тұрғандар енді қарап тұра алмады. Ол Чи иттен нысананы ауыстыра ала ма деп сұрады. Содан кейін Чи иті орта мектеп оқушыларынан көмек сұрады. Бірақ Джинджу нысананы өзгерткісі келмейтінін, тек сол адамға лақтырғысы келетінін айтты. Түннің бір уағында екеуі бір дастархан басында отырғанда, Бандо Джинджуды әдейі мазақ етті. Кездейсоқ Со Йенді Бандоны іздеп жүрген. Бандо Со Йенді көргенде, оны қасына шақырды. Со Йеннің келгенін көрген Джинджу сыпайы түрде орнынан тұрып кетіп қалды. Осы кезде бізге Гил де келді. Бондо мен Со Йен жақын жерде отырып, көңілді әңгімелесіп отырды. Ал Намгил жақын жерде отырып, Джинджудың тамақ әзірлеп жатқанын бақылап отырды. Осы уақыт ішінде Джинджу Со Йен мен Бандоға анда-санда қарап тұрды. Ол сол жаңбырлы таңды есіне түсіре алмады. Ал Бондо Джинджу мен Намгилге қарап, сол күні таңертең болған оқиға туралы ойлады. Содан кейін Джинджу тамақ пісіріп болған соң, Намгил оның қасына барып,
оның қолынан ұстап, Джин-Джу оны тамақтандыруға дайындалып жатыр. Бірақ ол Бандоға қараған сәтте, ол кенеттен бассейнде бұрын болған көріністі есіне алды. Ол сондай ақ Джин-Джу мен Бандоның қарым-қатынасы қарапайым болуы мүмкін екенін түсінді. Алайда Джин-Джу мен Бандо бір-бірін тынымсыз арандатып, мазақ етіп, шегінуден бас тартты. Бандо Джин-Джуды мазақ етіп жатқанда, оған күтпеген жерден студенттік кеңестің сыныптасы келді. Мектеп сұлулық байқауын ұйымдастырып жатқаны белгілі болды. Бірақ олардың бөліміне ешкім қатыспады. Сондықтан олар бірден Джин-Чжу туралы ойлады. Алайда Джин-Чжу қатыса алмайтынын айтты. Өйткені оның сыртқы келбетінде ерекше ештеңе жоқ. Сонымен қатар оның киімдері әлдеқашан кірленген. Осы кезде кенеттен Намгил жаңа киім жиынтығын алып келіп, «Бұл менің көлігімдегі кең киімдер», деді. Джин-Чжу көлігінде неге әйелдер киімі бар екеніне таңғалды. Намгил бұл оның әпкесіне тиесілі деп жауап берді. Джин-Чжу оған қатысу керек пе деп екіленіп жатқанда, Банду, «Сен патшайым атағын жеңе алмайсың», деді. «Егер сіз соңғы болып өлмесеңіз, сіз бақытты боласыз». Джин-Чжуға қарсы шықты. «Егер мен бірінші орын алсам ше?» деп сенімді түрде жауап берді Банду. «Онда мен сенің үй жануарың боламын». Мұны естіген Джин-Чжу байқауға қатысуға бел буды. Ол әдемі көйлек киіп, шашы иығына түскенде, ол әп-сәтте жарқыраған құдайға айналды. Бұрынғы күйеуі оны осылай көргенде, тіпті көзіне де сенбеді. Ол тіпті бұрылып, ең жақын досынан қыздардың аздап макияж жасау арқылы соншалықты әдемі болып кетуі мүмкін бе деп сұрады. Оның досы не деп жауап берерін білмеді. Осы кезде Джин-Чжу да сахнада тұрып, қобалжыды. Қатты болғаны сонша, тіпті оған өзімді таныстыруға ұялатынмын. Бірақ бұл күйде болса да, Намгил одан көзін ала алмады. Содан кейін жүргізуші Джин-Чжудан оның ерекше таланты бар жоғын сұрады. Ол өзінің аспаздыққа өте шебер екенін және басқа арнайы дағдылары жоқ екенін айтты. Көрермендердің реакциясын көрген Джин-Чжу кетуге шешім қабылдады. Бірақ жүргізуші оны жібермеді. Орындауға мәжбүр болған Джин-Чжу бір сәт ойланып қалды да, ақыры ән айтуды шешті. Алайда Джин-Чжу неғұрлым көп ән айтса, соғұрлым оның ынта-жігері артып, тоқтай алмады. Сонымен қатар, Бандо Джин-Чжудың қаншалықты керемет екенін көріп, оның көздері мен құлақтарына күмән келтіре бастады. Өйткені оның көз алдында ол жай ғана үлкен тәтесі болды. Ол күні бойы балаларына қамқор болды және оның тәтті даусының арқасында отбасы Джин-Чжу мектептегі жаңа сұлулық ханшайымына айналды. Өз сөзінен кейін Джин-Чжу киім ауыстыру үшін дәретханаға бармақшы болды. Алайда ол әйелдер дәретханасында техникалық қызмет көрсету үшін жабық деген жазуы бар екенін көріп, не істерін білмей қалды. Содан кейін ол ерлер дәретханасының бос екенін байқап, киім ауыстыру үшін сол жерге тоқтауға шешім қабылдады. Джин-Чжу киімін ауыстырып жатқанда, Хен Сук және оның бірнеше достары ішке кіріп, дәретханада ол туралы кездейсоқ сөйлесе бастады. Ол онымен көңіл көтеруді аяқтағаннан кейін достарына да солай істеуге мүмкіндік беретінін айтты. Бұл сөздерді естіген Джин-Чжу ашуланып, оларға сабақ беруге дайын тұрған есікті бірден ашты. Бірақ оны таң қалдырғаны, есіктің сыртында тұрған адам Намгил екен. Намгил сөйлемекші болған кезде, кенет оның қасына біреу келіп, үрейленіп, Джин-Чжуды тез арада бөлмеге сүйреп апарды. Дегенмен, әлем шынымен де кездейсоқтықтардың арқасында жұмыс істеп жатқан сияқты. Бондо дәретхананың есігін ақырын ашқанда, Джин-Чжу жағдайды қалай түсіндіруге болатынын білмеді. Бондо мен Намгил бір-біріне қарсыластар сияқты қарап тұрғанда, олар кетіп бара жатқанда, Намгил әдейі Бондоны мазақ ету үшін мазақ үнімен шақырды. Артқа шегінбейтін Бондо бірден кері соққы берді. Мұны көрген Джин-Чжу тез арада делдал болуға тырысты. Ол бізге Гилге тезірек барып, әпкесінің киімін ол байқамай тұрып қайтарып беруін айтты. Бұл топты осы дүниеде естігенде, қай ағасы әпкесінің киімін көлігінде сақтайтын еді. Оны әлдебір қызға сатып алғаны көрініп тұр. Намгил оны Джин-Чжуға сатып алғанын мойындады. Осылай деп, Намгил Джин-Чжудың шашын ақырын таратты да, оған жай ғана осы киімді киіп ал деп айтты да, бұрылып кетіп қалды. Бондо бұдан былай шыдай алмады және қызғанышпен Джин-Чжудан осы бай, сымбатты жігітпен бақытты өмір сүргісі келетінін сұрады. Бұл сөздерді одан естіген Джин-Чжу қатты ашуланды. Бондо әлі де осындай балалық мінез-құлыққа ие болады деп күтпестен, ол тез кетіп қалмас бұрын оған қатты қарады. Кенеттен Джин-Чжу хабарлама алды. Ал жіберуші Хон Суктың қоқысынан басқа ешкім емес еді. Ол бір кездері Бондоның оған Хон Суктың өте екіжүзді адам екенін айтқанын есіне алды. Ол дәретханада естігенін де есіне алды. Енді Хон Суктың шынымен де ақымақ екеніне еш күмән қалмады. Бұл қауіптен құтылу үшін Джин-Чжу тез арада Бондомен байланысып, онымен қалай күресуге болатынын бірге ойластырды. Алайда Банда бастапқыда көмектесуден бас тартты. Өйткені ол бұдан да көп қиындық тудырғысы келмеді. Сонымен қатар, ол Хон Суктан кек алған болатын. Ол тіпті Джин-Чжуға бірінші кезекте өзіне көңіл бөлуге кеңес берді. Бірақ Джин-Чжу мұны естігенде қатты ашуланды. Өйткені Хон Сук тек әйелдік эмоциялармен ойнап қана қойған жоқ. Ең бастысы, ол оны резервтік көшірме ретінде пайдаланды. Джин-Чжу оған ақша төлеуге ант берді. Бір күні Джин-Чжудың оған шын жүректен жалбарынғанын көру маған оңай болған жоқ. Бандо ақыры оған осы кек үшін кек алуға көмектесуге шешім қабылдады. Олардың жасаған алғашқы қадамы Джин-Чжу Хэн Суктың хабарламасына жауап беріп, бүгін кешке онымен кездесуге келісті. Осыдан кейін Бандо Хэн Сукке Джин-Чжудың Сен Сонг тобының қызы екенін айтты. Бұл Хон Сукты оны аңдып жүргендей кейіп таныту керек деп ойлады. Олар кездескен кеште Джин-Чжу әңгімеге қатты араласып кеткендей кейіп танытып, Хон Сукты өзін жеңдім деп ойлады. Ол оны топтың кешкі асына шақырды. Содан кейін Бондо бейшара қыз Хон Сукпен кездесуге келісті. Ол алғашында оған сенбеді. Бірақ Бондо оны Хон Сук жібергенін айтқан кезде,
ол ақыры оған сенді. Кейінірек Хон Сок пен Джин Джу топтың кешкі асына бірге барды. Алайда Хон Сок Джин Джуды оңаша жерге апару үшін сылтау тауып, одан неге оған жақындағысы келетінін тікелей сұрады. Джин Джу ештеңе білмегендей әрекет ете берді. Бірақ Хэн Сук қазірдің өзінде тергеу жүргізіп, Сан Сун тобының қызы жоқ екенін анықтады. Джин Джу мұны естігенде қатты үрейленді және ол қандайда бір қателік болған болуы керек және ол мұрагер емес екенін айтты. Осылай деп Джин Джу асығыс көшеге жүгіріп шықты. Алайда Хэн Сёк оны бірден артқа тартып алды да, егер Джин Джу шындықты айтпаса, әйелдерді ұра бастаймын деп қорқытты. Дәл осы сәтте Хэн Сёк қолын көтермекші болғанда, оны сыртта тұрған 3 қыз тоқтатты. Бұл 3 қыз да Хон Сеоктың дос қыздары болған. Оның 3 әйелмен көңіл көтеріп жатқанын көріп, олар оны жай ғана жібергісі келмеді. Хэн Сок қашып кетуге тырысты. Бірақ ол кінәсіз болып көрінгенімен, оны алдағаны үшін соттауға бел буған 3 әйелден қалай құтыла алды. Олардың алдында ол аңғал және жағымды күлімсіреуді бейнеледі. Бірақ олардың артында үшеуімен қарым-қатынаста болды. Мұны естіген Хэн Сук асығыс түрде бұл жай ғана түсінбеушілік екенін түсіндірді. Бірақ ол артына бұрылып, дәл сол жерде тұрған өзінің нағыз мұрагерінің қызын көргенде, оған түсіндіруге асықты. Хон Сок қанша түсіндіруге тырысса да, мұрагердің қызы оған сенуден бас тартты. Содан кейін ол қасында тұрған Бандоны көріп, мұның бәрі Бандо мен Джин Чу орнатқан тұзақ екенін түсінді. Осыдан кейін Бандо тіпті мені мұрагердің жаңа жігіті деп өтірік айтты. Бұл Хэн Суды өзінің шынайы сезімдерін ашуға ашуландырды. Алайда, көп ұзамай ол тек өзіне зиян тигізетінін түсінді. Ақырында Хэн Су бұдан былай өзін ұстай алмай, Бандоны ұруға асықты. Мұны көрген Джин Чу бұдан былай шетте қала алмай, оны тепкілеу үшін дереу жүгіріп келіп, оны қатты ренжітті. Жағдай шешілгеннен кейін Бандо мен Джин Чу бірге үйлеріне қайтты. Алайда, қайтып келе жатып, Бандо кенеттен Джин Чудың қолының зақымданғанын байқады. Сондықтан ол одан не болғанын тез сұрады. Джин Чу оның қолына қарап, жарақаттың Хон Соға тигенін есіне алды. Мұны көрген Бандо асығыс таңғыштарды алуға барды да, оны ақырын оның қолына қойды. Бандоның байсалды мінез құлқын көрген Джин Чу өте күрделі эмоцияларды бастан кешірді. Сол сәтте ол шынымен де уақыттың тоқтағанын қалады. Ол бір кездері олардың 3 адамнан тұратын отбасы әр күнін бірге өткізгеніне өте қуанышты болғанын және бұл оның өміріндегі ең бақытты уақыт болғанын есіне алды. Бұл арада Бандо да сол бақытты сәттерді есіне алды. Бірақ олардың ешқайсысы жағдайдың неге бұлай болғанын түсінбеді. Осы кезде екеуі де көздеріне жас алды, ал эмоцияға толы Джин Чу үйге жалғыз өзі барды. Бірақ содан кейін ол кенеттен оның соңынан еріп келе жатқанын түсінді. Джин Чу бұған дейін Суктың алдамшы табиғатын ашқандықтан, ол одан кек алуға ант берді. Джин Чу шошып кетті де, тез арада Пандуға телефон соқты. Алайда Панду да байланыста болды, және Джин Чудың қоңырауына жауап бере алмады. Джин Сеок Джин Чуды күшпен оңаша жерге алып кетті. Ол есінен танып қала жаздады. Джин Чу ол үшін бәрін білдірді деп мәлімдеп, оның бай мұрагермен кездесуге қанша күш жұмсағанын білесіз бе деп сұрады. Бірақ Джин Чу табандылық танытып, оны мүлде сәтсіздікке ұшырады деп ойлады. Хэн Со енді өзін ұстай алмай, Джин Чуды ұру үшін қолын көтерді. Алайда, дәл осы сәтте Нам Гил дәл уақытында пайда болды. Ол бірден Хэн Соды тепкілеп, оны төмен қарай құлатуға жіберді. Бірақ Хэн Сок әлі де сенімді емес еді, және орнынан тұрып, Гилді бізге қарай лақтырды. Нам Гилдің әсерлі фигурасына қарап, Хэн Соктың оған тең келмейтіні анық болды. Нам Гил оған сабақ бермекші болды. Бірақ бақытымызға орай, Джин Чу оны тез артқа тартып, Хон Сокты ұрсып тастады. Осыдан кейін ол Нам Гил екеуі бұл жерден кетіп қалды. Джин Чу Намның қауіпсіздігі үшін Гил оны үйіне жеке өзі апаруға шешім қабылдады. Алайда, қайтып келе жатқанда, Джин Чу бұл мәселені кенеттен түсініп, Нам Гилден неге бұл жерге кенеттен келдің деп сұрады. Нам Гил ауаның балғындығын сезіп, серуендеуге бел буғанын айтты. Мұны естіген Джин Чу оған деген сезімі бар жоғын сұрады. Нам Гил бұл сұраққа бұрын жауап бергенін айтты. Джин Чу оған оны сүймеу керектігін айтты. Жасы 20-ға таяп қалса да, іште өзін кәрі апайдай сезінді. Нам Гил ештеңе түсінбеді. Ал Джин Чу бұрындағанын түсініп, тез арада үйге қашып кетті. Келесі күні таңертең оның бөлмесінде анасы пайда болды. Өйткені ол Джин Чудың соңғы күйінде ерекше бір нәрсені байқады. Сонымен қатар, ол Джин Чудың түсінде жиі сөйлесетінін және оның есімін Сео Джин деп атайтынын анықтады. Сондықтан ол Джин Чудан Сео Джиннің кім екенін және ол сол күні есік алдында тұрған бала ма екенін сұрауға келді. Сео Джиннің есімін естігенде Джин Чу көз жасын тия алмады. Анасының мазасын алмау үшін Джин Чу көз жасын тез сүртіп, оларды қоғамдық моншаға баруға шақырды. Көп ұзамай Джин Чу мен оның анасы жууды аяқтады. Ал анасы тіпті шашын мұқият кептірді. Өтіп бара жатқандар бұл көріністі тамашалаған кезде анасы мен қызының қарым-қатынасына тәнті болды. Кейінірек Джин Чу мен оның анасы азық-түлік дүкенінің алдында бірге отырып, йогурттан дәм татты. Бұл Джин Чу армандаған көрініс еді. Алайда, олар бірге бақытты отырғанда, кенет алдынан арбаны итеріп келе жатқан анасы өтіп кетті. Баланы көрген анасы ашуланып кетті. Ал Джин Чу бір мезгілде қозғалып, мұңайып қалды. Содан кейін ол анасынан ұлын көре алса, қатты қуанар ма еді деп сұрады. Бұл ойды естіген анасы Джин Чудың психикалық проблемалары болуы мүмкін деп ойлап, оның әлі жас екенін және қазірдің өзінде балалар туралы ойлайтынын атап өтті. Соған қарамастан, оның анасы Джин Чудың іштегі баласы кішкентай кезіндегідей томпақ, ақ және сүйкімді болатынына сенді. Бұл сөздерді естіген Джин Чу өз баласын есіне алды. Бірақ жалғыз өкініштісі,
Анасы сәби дүниеге келгенше қайтыс болды. Осыны ойлап, Джинджу анасын құшақтап жылап жіберді. Анасы қызына не болғанын түсінбей, оны тек құшақтап жұбата алатын. Джинджу анасынан көп қиындық тудырғаны үшін кешірім сұрады. Анасы қызының не айтып жатқанын түсінбесе де, ол әлі де ақырын жыламауын өтінді. Сол күні Бандо кездейсоқ көшеде келе жатқан Джинджаны көріп, оны үйіне апаруға шешім қабылдады. Қайтар жолда олар Хунсу туралы сөйлесті. Бұл туралы сөз болғанда, Джинджу Бондодан телефонды қалай пайдалану керектігін білесің бе деп сұрады. Өйткені ол телефон шырылдаған кезде жауап бермеді. Бұл маңызды болды. Джинджу оның артынан Хенсу келе жатқанын білгенде, оның бірінші хабарласқысы келгені Бандо екені белгілі болды. Алайда Бандо телефон тұтқасын көтермеді. Джинджу қатты ренжіп, одан тым көп үміт күткен болуы мүмкін екенін айтты. Ол оған ең қажет кезде, ол ешқашан қасында болмаған. Джинджумен сөйлескеннен кейін оның көңілі түсіп, бұрылып, үйге қарай шегінді. Алайда мұны естіген Бандо өзін өте кінәлі сезінді. Джинджудың анасы қайтыс болғанда, ол анасын соңғы рет көруіне кедергі болған оқиғаға байланысты Джинджуға орала алмады. Өз ойына батып, Бандо басын көтеріп, дәл алдында қайын енесін көрді. Хур оны бұрын оған көмектескен адам ретінде де таныды. Бандо енесін қатты құрметтейтін және оның заттарына көмектесу үшін көшіп келген. Алайда, сол кезде қайын енесі оның шынымен жын ба деп сұрады. Бұл Бандоны қатты таңғалдырды. Ол оған бір күн бұрын көрсеткен көмегі үшін алғысын білдірді. Бірақ қызын көзіне жас алғандарды ұнатпайтынын айтты. Бір сыныпта ол Джинджу әр кеш сайын қандай да бір көрнекті жас жігіттің кесірінен жылайды деп ойлады. Мұны естіген Бандо өзін жайсыз сезінді. Қайын енесі кетуге дайындалып жатқанда, Бандо өзін Чой Бандо деп таныстыруға шешім қабылдады. Оның ондай джин емес екенін естіген қайын енесі асығыс кешірім сұрап, тез арада оған 2 шабдалы берді. Ол Джинджуге оларды қатты ұнататынын айтты. Сондықтан ол тағы біраз сатып алды. Алайда, үйге келіп, үстелдегі 2 шабдалыны көргенде, Бондо өзін кінәлі сезінді. Джинджудың әпкесі оларға жеміс-жидек жібергенде, Джинджу екіленіп, шабдалы алмауды өтінді. Өйткені Бондо оларға аллергиясы бар. Өйткені олар үйленгеннен бері Джинджу бір тілім, бір шабдалы жемеген. Бұл туралы ойлана келе, Бондо қатты қайғырды және қайғысын басу үшін алкогольді ішуді шешті. Келесі күні таңертең Бондо оянып, бөлмеге қараған кезде, ол өткенге қайта оралғандай сезінді, тіпті Джинджудың оның атын шақырғанын естіді. Бір ауыз сөз айтпастан, Бондо бірден жүгіріп келіп, Джинджаны құшақтап алды. Өйткені ол олардың болашаққа оралғанына сенгендіктен қуаныштан жылады. Бірақ ол бұрылғанда Джинджу жоғалып кетті. Көзін ашқанда, Бондо бұрын болған көріністің жай ғана арман екенін түсінді. Ерлі зайыптылар университеттегі күндеріне қайта оралғаннан кейін, Бондо әйелінің қаншалықты әдемі және қаншалықты ерекше екенін түсінді. Джинджудың фигурасына қарап, Бондо өткенді ойлап, оған шынымен де көп қарыздар екенін сезінді. Сондықтан ол Джинджаны өзімен бірге стихиялық саяхатқа апаруды ұйғарды. Осылайша олар өздерінің жастық шақтарын дұрыс сезіне алады. Бандо әкесінің көлігін қарызға алып, достарының әрқайсысын ұрлауға кеткен. Осылайша олар бірге күтпеген шытырман оқиғаға 6 адаммен бірге барды. Мүмкін, жастар дәл осылай көрінуі керек. Жақын адамыңды өзіңмен бірге алып, ең жақсы достарыңды жинап, әлемнің сұлулығын бірге сезінуге бар. Алайда, бір жағымсыз оқиға болды. Банда өзінің жадына сүйене отырып көлік жүргізді. Бірақ 20 жыл бұрынғы көптеген жолдар ешқашан аяқталмаған. Осы кезде Бандо өзін мүлдем дәрменсіз сезінді. Сондықтан ол рух жинап, оларды жаны көрінбейтін, қаңырап, бос жатқан жерге апарды. Көліктен түскенде олар жан-жағына қарады. Олар онда қаншалықты көңілді уақыт өткізетіндерін білмеді. Бақытымызға орай, Банду тобы қазірдің өзінде көп тамақ әзірледі. Олар бірге ет, гриль жасап, сыра ішті. Мүмкін жастық шақтың қуанышы қайда баратыныңда емес, достарыңмен және жақындарыңмен бірге болуыңда шығар. Нағыз бақыт деген осы. 6 дос от жағып, бірге көңілді ойнап отырды. Бірақ Бандо өткен күндерін есіне алды. Бандоны осы күйде көргенде, Джинджу оның сезімін түсінді. Ол да олардың бірге өткізген уақыттарын есіне түсіре бастады. Үйленгенде қандай бақытты болғандарын ойлап, екеуі бір мезгілде жылап жіберді. Келесі күні топ жұмысшылар шақырған қаңғыбастар сияқты оянды. Олар келген жер шын мәнінде құрылыс алаңы болып шықты. Көп ұзамай жұмысшылар Джинджа мен оның 2 жақын досын оятып жіберді. Бірақ олардың беттері қара жолақтармен жабылған, бұл өте күлкілі көрінді. Содан кейін олар жолын жалғастырды. Көлік жүргізіп келе жатып, Бандо осы күйде Джинджуға қарап шын жүректен күлді. Ал Джинджу болса, қазірдің өзінде біреуді қалай өлтіріп, мәйітті ұсталып қалмас үшін жасыру керектігін ойлап жүр. Көп ұзамай топ жағажайға келді. Олардың алдында шексіз мұхитты көргенде, олардың бәрі қатты толқып кетті. Олар көліктен тез секіріп түсіп, бірге суда ойнау үшін жағаға қарай жүгірді. Бандо Джинджудың жүзіндегі күлкіні көріп, өзін шынымен бақытты сезінді. Кейінірек, олар бөлмелерді жалға алу үшін қонақ үйге баруға дайындалып жатқанда, олар кенеттен Намгилдің де келгенін көріп, Бандоны таңырқап, көздерін жұмып қалдырды. Олардың достары Джинджаны Намгилмен бірге әкелуге тырысып жатқаны белгілі болды. Сондықтан олар оны әдейі сол жерге шақырды. Ол Джинджумен байланысқа шықты. Намгилдің осы жерде пайда болғанын көрген Бондо өзін өте ыңғайсыз сезінді. Ол Намгилге қатты қарады. Тіпті сапар кезінде костюм кигені үшін оны мазақ етіп, оның миына бірдеңе болды ма деп мысқылмен сұрады. Кешкі ас кезінде Бондо барлығына устрица берді. Бірақ Намгилдің кезегі келгенде, ол оған бір ғана моллюсканы берді және оның неге мұндай ыңғайсыз киім кигенін сұрады.
бұл оған қарап, барлығын ыңғайсыз сезінеді. Гейл бізге жайбарақат жауап берді. Ол өзін мүлдем жайсыз сезінбейтінін және таза ауамен демалуға келгенін айтты. Бандо ашуланып, сіз бұл ұзақ жолды тек таза ауамен демалу үшін жасадыңыз ба? Нам Гейл мұны көргенде, одан әрі жауап беруге алаңдамады. Алайда Бандо оңай берілуге дайын емес еді және Нам Гейлге шабуыл жасай берді. Осы уақытта Джинджу ішіп жатқанда абайсызда өзіне су төгіп алған. Мұны көрген Бандо оны сүртуге бірден көмектесті. Бірақ бұл көрініс Нам Гейлді ыңғайсыз сезінді. Өйткені оның үстіне сыра төгіліп кетті. Джинджу киімін ауыстыру керек деп шешті. Бірақ бақытымызға орай, Борун мен оның жігіті екі жиынтық киім сатып алып, екі қосалқы көйлек алып жүрді. Мұны көрген Нам Гейл Джинджадан оның біреуін қарызға беруін өтініп, форманы кию шынымен де ыңғайсыз екенін айтты. Бірақ Нам Гейл көйлекті қолына алған бойда Бандо оны тез қолынан жұлып алды. Екеуі де оны жіберуден бас тартты. Бұл қызу дауға әкелді. Олардың қасында отырған Джинджу өзін дәрменсіз сезініп, жағдайды шешудің басқа жолын ойлап табуға мәжбүр болды. Ақырында екі ер адам осы жұптың футболкаларын киіп алды және олар шынымен бірге өте жақсы көрінді. Дегенмен, ешкім күтпеген нәрсе, олар шын мәнінде махаббатта қарсылас болды. Олардың сәйкес киімдерін көрген өтіп бара жатқандар көңілді күлді. Ақырында бір-бірін қатты ұнатпағандықтан олар қарама-қарсы бағытта жүруді ұйғарды. Кейінірек олардың барлығы қонақ үйге оралды. Ал Нам Гейл мен Бандо тез арада киімдерін ауыстырды. Джинджу зерігіп, шағын тау жолымен жалғыз жүруді ұйғарды. Бірақ ол алысқа жете алмай жатып, Нам Гейлмен бетпе-бет келіп, ақыры екеуі серуендеп сөйлесе бастады. Осы уақытта Бандо заттарын жинап болған соң, ол да Джинджуды іздеуге кетті. Осы уақытқа дейін Джинджу мен Нам Гейл өте ерекше жерге адасып кетті. Олардың алдында ашылған көрініске екеуі де таңғалды. Барлық жерде от шыбындары бар. Аспанда ай биікке ілініп, әдемі сәуле шашып тұрды. Джинджу бұл көрініске қатты таңғалғаны сонша, ол қатты қорқып қатып қалды. Нам Гейл оның бұл күйде екенін көріп, күртешесін тез шешіп, иығына лақтырып жіберді. Содан кейін оны табиғи түрде құшақтап алды. Пиджакты шешіп алу уақытты босқа кетірмеген сияқты. Өйткені бұл оған жақынырақ болуға мүмкіндік берді. Бірақ Бандо бұл көрініске кездейсоқ куә болды. Бұрынғы әйелін басқа ер адам құшақтап алғанын көргенде, ол өзін өте ыңғайсыз сезінді. Бандо жай ғана қарама-қарсы жақта тұрып, болып жатқан көріністі дәрменсіз бақылап отырды. Келесі күні олардың саяхаты аяқталды. Олардың достарының бірі Джинджаны Нам Гейлдің көлігіне отырғызбақ болған кезде, әдейі жүк салғыштан барлық жүкті алып, оны орнына қойды. Орындықтарда Джинджу көлікке отырғалы жатқанда, оның досы бұл жерде орын жеткіліксіз екенін айтып, ұсыныс жасады. Оның орнына ол Нам Гейлмен бірге жүрді. Алайда Бандо қарсылық білдіріп, көлікте әлі де орын бар екенін айтты. Осы кезде Джинджу Нам Гейлге қарап, оның жалғыз қайтып келмеуі керек екенін сезді. Сондықтан ол ақыры Нам Гейлмен бірге жүруге шешім қабылдады. Олар мектепке қайтып келгенде, Джинджу кездейсоқ етеккірін алып, тез жуынатын бөлмеге жүгірді. Бірақ содан кейін мәселе туындады. Ол сөмкесіне санитарлық майлықтарды салуды ұмытып кеткендіктен достарына телефон соқты, бірақ телефондары сыныпта қалғандықтан жоқ. Олардың бірі жауап берді. Біраз ойланғаннан кейін Джинджу Бондоға қоңырау шалуды ұйғарды. Осы уақыт ішінде Бондо дәріханаға барып, оған ауырсынуды басатын дәрі сатып алды. Оған Джинджу телефон соққанда, ол кездейсоқ оған санитарлық майлық сатып алуын өтінді. Ал Бондо да кездейсоқ келісті. Осыдан кейін Бондо әйелдер дәретханасының кіреберісіне қарай бет алды, бірақ оны оған қалай беру керектігін білмеді. Бандо мұны қалай істеу керектігін анықтауға тырысып жатқанда, оның артында кенеттен екі досы пайда болып, оны қорқытты. Достарының бірі оны ойнақы тепкілеп, Бандоның сөмкесінің ішіндегісін төгіп жіберді. Ненің құлағанын көрген достары Бандоның еркектігіне күмәндана бастады. Неге ол мұндай заттарды мектепке әкелгісі келеді деп ойлады. Бірақ Бандо оған мән бермейтін сияқты. Джинджудың достарының да келгенін көріп, ол бұл заттарды оған апарып беруін өтінді. Дәптертерін тапсырғаннан кейін Бандо тез кетіп қалды. Джинджу жуынатын бөлмеден шығып бара жатқанда, оның қатты ауырғаны сонша, ол үстелге құлап кетті. Достары оны кешкі асқа шақырғанда да ол бас тартты. Джинджу ауырсынуды басатын дәрі ішпек болған кезде, бір кесе ыстық суы бар Бандо пайда болды. Ол оған бұрын бірнеше рет жасағандай, дәрі-дәрмекті үнемі содамен емес, сумен ішу керектігін еске салды. Бірақ Джинджу ризашылығын білдірудің орнына Бандоға араласқаны үшін ренжіді. Алайда Бандо мұны жүрегіне жақын қабылдамады. Оның орнына ол сөмкесін жастық ретінде пайдалану үшін үстелге қойып, арқасынан ақырын сипады. Джинджудың етеккір кезінде арқасы үнемі ауыратыны белгілі болды. Ал бұрын Бандо күндіз-түні арқасынан ақырын сипап, оның жанында болатын. Бұл Джинджуды көргенде, мен олардың бірге өткізген бақытты кездерін есіме түсірдім. Дәл сол кезде Бандо оның саусағында бұрын сақина болған белгіні байқады. Содан кейін ол өзінің сақинасы тұрған жердегі белгіге көз жүгіртті. Бұл олардың өткенге өткен саяхаты осы сақиналармен байланысты болуы мүмкін екенін түсінді. Егер олар бұл сақиналарды таба алса, болашаққа қайта оралуға жақсы мүмкіндік болар еді. Бандо кампусты аралап келе жатқанда, кенеттен оның жанына сәнді көлік келді. Ішінде бай мұрагер болды, және көліктің тоқтап қалуының себебі оның Бандоға қызығушылық танытуы болды. Бірақ онымен соқтығыспау үшін Бандо бұл қадамды тез жылдамдатты. Осы кезде қыз кенет сөйлеп, өткен күні қасында болған Джинджу қыздың жағдайы жақсы ма деп сұрады. Ол Хун Соктың оны іздеп барғанын естігенін, тіпті төбелес шығарғысы келгенін айтты. Мұны естіген Бандоның көңіл күйі әп-сәтте нашарлап кетті. Ол ашуланып, Хун Сокты ұрып-соғып, оны пышақтап тастамас бұрын, үндеместен медициналық бөлімге баса көктеп кірді. Осыдан кейін ол соққыдан кейін соққыға жығылып, бұрын
Хон Соктың қорқытуына қалай шыдағанын есіне алды. Бандо оның мақтанышын жұтып, тіпті одан кешірім сұрады. Бірақ қазір Хон Сок бәрінен де жақсы көретін адамын ренжітті. Ал Бандо оны өлтірсе де, оны жібере алмады. Ол Бандоның Джинджуға деген махаббаты дәл осылай болған шығар. Кейде күйеуінің әйеліне деген сүйіспеншілігі кішкентай қимылдармен көрінбейді. Оның орнына қиын сәттерде ол әйелінің алдында тұрып, оны бәрінен қорғауы керек. Сол түні Бандо Джинджаға қоңырау шалып, оның қолында жүзім, қорабы бар есіктің сыртында тұрғанын және оны күтіп тұрғанын айтты. Ол өзінен неге бұлай екенін, неге дұрыс ештеңе істей алмайтынын сұрады. Ол әрқашан адал өмір сүрді және қолынан келгеннің бәрін жасады. Бірақ бүгін немесе 10 жыл бұрын болғанына қарамастан, бәрі оған әлі де бейберекет болып көрінді. Сол кезде Бандо өзінің сол кездегі жетілмегендігіне байланысты өзін өзі айыптауға толы болды. Бұл Джинджудың анасын біраз уақыт соңғы рет көру мүмкіндігін жіберіп алуына себеп болды. Ол бұл үшін әрқашан өзін кінәлі сезінетін. Сондықтан олар күн сайын бір-біріне қараған кезде, ол көшеде қандай күйзеліске ұшыраса да өзін күлдіретін. Бірақ ол үйге кірген бойда жүзінен күлкі кетпейтін. Дегенмен, дәл осы мінез құлық Джинджуға Бандоның санасында анасының өлімінің еш айырмашылығы жоқ екенін сездірді. Осы түсініспеушіліктен олардың бір-біріне деген өшпенділігі күннен күнге күшейе түсті. Бұл күні олардың ешқайсысы бұдан былай ұстай алмайтын болды. Ақыры олар ажырасуға бел буды. Бірақ қазір Бандо шын жүректен өкініштерін түзеткісі келді. Бандоның осал түрін көрген Джинджу не айтарын білмеді. Осы кезде анасы кенет есікті ашып сыртқа шықты. Бандо мен Джинджудың жүздерін көргенде ол абдырап қалды. Тіпті олар мен Джинджу арасында анасын тыныштандыру үшін айтып жеткізу мүмкін емес қарым-қатынас бар деп ойлады. Сондықтан ол анасына сыныптасының басынан қандай да бір келеңсіз оқиғалар болғанын айтып, содан кейін алдымен үйге кіруін өтінді. Алайда анасы кенет артына бұрылып, Бандодан тамақ ішіп қойдың ба деп сұрады. Сосын ол оны үйіне тамақ ішуге шақырды. Тамақ ішіп отырып, ол әдейі балықтың біразын алып қасығына қойды. Бұл Бандоға бұрын кешкі асқа келген сайын қайын енесі оған үнемі балық беретінін еске салды. Оның алдында отырған енесіне қарап, Бандоның санасында сансыз ойлар пайда болды. Кешкі астан кейін Джинджудың анасы Бандоны есік алдында жеке өзі шығарып салды. Джинджу анасынан үйге оралуын өтінді. Ал ол Бандо екеуі сыртта отырып әңгімелесіп отырды. Бандо әлі де өзін қатты кінәлі сезініп, Джинджуға оның дұрыс айтқанын айтты. Ол оған қажет болған сайын, ол оның жанында болмады. Ол оны әрқашан қорғай аламын деп ойлады. Бірақ енді оның неліктен бақытсыз екенін айтқанын түсінді. Бірақ Джинджуға оны қорғауы немесе қамтамасыз етуі қажет емес еді. Оған тек Бандоның қасында болуы керек еді. Ол екеуінің де отбасын асырағанын, бірге жылағанын және қиыншылықтармен бөліскенін қалады. Джинджу көп уақыт өтсе де, Бандо некенің екеуіне де қатысты екенін және кейде екеуінің де бір-біріне ренжігенін түсінуі керек екенін айтты. Алайда, бұл реніштер ешқашан толық шешілмеді. Олар уақыт өте келе жинақталып, нәтижесінде олардың қазіргі жағдайына әкелді. Кейде Джинджу оны құшақтап, онымен бірге жылағанын қалайды. Бұл сөздерді естіген Бандо қатты уайымдады. Ол сол сәтте ол үшін қолынан келгеннің бәрі осы деп ойлады. Бандо Джинджаны көзіне жас алғысы келмеді. Ол жай ғана оның бақытты болғанын және әрқашан күлімсірегенін қалады. Олар бір-біріне қарап, көздеріне жас алды. Болашаққа тезірек оралу үшін олар келесі күні мектеп кітапханасына уақыт саяхатына қатысты жазбаларды іздеу үшін барды. Бірақ көп ізденістен кейін олар пайдалы ақпарат таба алмады. Дәл сол кезде Бандо Джинджудың қолындағы сақинаның ізін байқап, оның қашан пайда болғанын сұрады. Джинджу ол өткенге барғаннан бері бар екенін айтты. Мұны естіген Бандо бір-екі сақина олардың уақыт саяхатының кілті екенін бірден түсінді. Содан кейін ол сақиналарды қызбалықпен іздей бастады. Сансыз зергерлік дүкендерді аралаған соң, ақыры олардың бірінде оларды байқады. Ол сақиналарды сатып алудан тартынбады. Бірақ Бандо Джинджуды іздеуге шыққанда, кездейсоқ оның анасын құшақтап жатқанын көрді. Сол сәтте ол оны болашаққа қайтару керек пе, жоқ па білмей, екі ойлы болды. Оның үйінде кешкі ас ішіп отырған көріністі есіне түсіргеннен кейін, ол оның анасымен өткізген уақытын шынымен бағалайтынын түсінді. Екі әйелдің арқасын бақылап отырып, Бандо тағы біраз күтуді ұйғарды. Осы уақытта Джинджу мен оның анасы серуендеп келе жатқанда, олар күтпеген жерден көшеде әбігерге түскен мас адамға тап болды. Бұл адамды көргенде, Джинджу бір күні Бандоның көшеде басынан өткерген қиындықтары туралы айтқанын бірден есіне алды. Ол өзінің алдында тұрған адам сияқты қиянатқа ұшырап, күреске толы өмір сүруге мәжбүр болды. Өмірдегі қиыншылықтарға қарамастан, оның тынысы тарылып, әйелі мен отбасына жақсы өмір сыйлауды қалап, табандылық танытты. Осы көріністі көріп отырып, Джинджу ақыры Бандоның азап шегіп жатқанын түсінді. Қайтар жолда Джинджу бұл туралы ойлана берді. Ол үйіне жақындағанда, ол кенеттен Бандомен кездесуге бел буды. Осы кезде Бандо мұңын басу үшін жалғыз отырып ішіп отырды. Кенет оның телефоны шырылдады. Ол телефонға жауап бергеннен кейін Джинджудың жылап жатқанын естіп, оның қайда екенін сұрады. Джинджудың жылағанын естіген Бандо оның қайда екенін алаңдап сұрады. Содан кейін Джинджу тұрған жерге асықты. Сол кезде Джинджу қызыл шамды күтіп тұрды. Бала допты ұстамақ болып, сыртқа жүгіріп шықты. Баланы көлік қағып кете жаздағанын көрген Джинджу еш ойланбастан баланы құтқаруға асықты. Джинджуды көлік қағып кете жаздаған кезде, оған бірден бір фигура жүгіріп келіп, оны жолдан итеріп жіберіп,
өзіне соққы берді. Бұл адам Бандодан басқа ешкім емес еді. Бандоны көлік қағып кеткенін көрген Джинджу оған қарай жүгірді. Бірақ ол қанша айқайласа да, Бондо ешқандай реакция жасамады. Қиналған Джинджу жалынып, жалбарынып, күйеуінің оянуын өтінді. Ол жазаланып, Нам Гил Бандоны ауруханаға жіберді. Сол кезде Джинджу оған аспан түскендей болды. Ол жерде отырып, ауырып жылап отырды. Ал Нам Гил мұны көріп отырып, Бондоның жүрегінде қандай орын алатынын түсінді. Бақытымызға орай, Бондо ауыр халде аман қалды. Бірақ Джинджу оған қонаққа келгенде, ол медбикеден оның кіруіне рұқсат бермеуін өтінді. Осыған қарамастан, Джинджу қыңырлықпен кетуден бас тартты және аурухананың орындығында күтті. Бондоның достары келгенше ғана, ол достық сылтауын пайдаланып, оны көре алды. Бондоны осы күйде көргенде, Джинджу қатты ренжіді. Сол күні ол оны бұл дүниеден кетті деп ойлады. Және осы қысқа сәтте ол қатты қорқып кетті. Өйткені анасы қайтыс болған кезде, оның денесінің әрбір жасушасы қатып қалды. Мұны естіген Бандо Джинджудың оған алаңдайтынын түсінді. Сондықтан ол оның жақсы екеніне сендірді. Егер ол зардап шекпесе, бұл оның ең үлкен бақыты болады. Бандо Джинджудың жақсы өмір сүруін қамтамасыз ете алмайтынын білді. Бірақ ол оның қауіпсіз және сау болғанын қалады. Егер олар шынымен орала алмаса, Бандо Джинджу оларды ұмытып, жаңа өмір бастайды деп үміттенді. Өйткені ол оны бақытты ететініне сенімді емес еді. Содан кейін Джинджу Бандодан олардың баласына не болатынын сұрады. Ол да өз баласын тастап кете жаздады ма? Бандо үшін Джинджудың жүрегіндегі орны оның ойындағы баладан да маңыздырақ болды. Джинджу бұған қалай әрекет ету керектігін білмеді. Кейінірек Бандо ауруханада жатып, қолындағы сақиналарға қараған кезде, ол олардың баласының алдында өзін кінәлі сезінді. Ол өз қателіктеріне өкінді. Үйге келген соң, Джинджу түні бойы анасының құшағында жылап отырды. Егер ол анасын таңдаса, ол Седжиннен айырылар еді. Егер ол Седжинді таңдаса, ол анасынан айырылар еді. Бұл таңдау оған өте қиын болды. Анасы оны тек құшақтап, үнемі жұбата алатын. Келесі күні Нам Гил оның үйіне қонаққа келді. Бірақ ол пижамасын киіп келді. Бұл бізді Гилге қатты таңғалдырды. Алайда Джинджудың ешкіммен кездесуге де, ешқайда шығуға да көңіл күйі болмады. Бірақ Нам Гил бүгін өзінің туған күні екенін айтқан кезде, Джинджу өзін бас тартуға мәжбүрлей алмады және онымен бірге тойлауға бір жерге баруды шешті. Нам Гил киімбаптың қорабын алып, оған оны жасау үшін ерте тұрғанын айтты. Алайда Джинджу оның дүкеннен сатып алынғанын бірден түсінді. Нам Гил оны өзі емес, өзі жасағанын айтты. Мұны естіген Джинджу басқа ештеңе айтқан жоқ. Ол киімбаптың бір бөлігін алып, оны жеді. Содан кейін Нам Гилмен бірге көңіл көтере бастады. Олар кешке қарай әткеншекте отырып әңгімелесіп отырды. Біраз сөйлескеннен кейін олар ақыры аналар тақырыбына көшті. Осы тақырыпты талқылап жатқанда Джинджу бала тәрбиесінің ашысын есіне түсіре алмады. Ол тәжірибесіз қыздан өзін әлемдегі ең күшті әйел болуға итермелеуге дейін барды. Мұндай жауапкершілік пен қорқыныш барлық аналарға тән. Өйткені ақыр соңында ана қарапайым адам. Бұл сөздерді естіген Нам Гил Джинджудың жылы және жұмсақ қыз екенін одан сайын сезініп, оны ұнататынына сенімді бола бастады. Джинджу бұл сөзге таңғалмады. Ол орнынан тұрып, Гилдің қасына келіп, оны құшақтап, бізге ұнағаны үшін алғыс айтты. Оның да қыз екенін түсінуіне Гил көмектескен біз едік. Бірақ әркімнің өз азабы бар. Гилдің бізге деген сүйіспеншілігі үшін Джинджу тек кешірім сұрай алады. Біз үшін, Гил үшін бұл нәтиже ең тамаша аяқталу болды. Үйге оралғанда Джинджу отырды да еденге немқұрайлы қарады. Бірақ анасы кенеттен есікті ашып, Джинджу онымен бірге ішкісі келеме деп сұрады. Содан кейін Джинджу анасының қасына отырып ішіп алды. Осы кезде Джинджу өзін керемет бақытты сезінді. Ол анасының тізесінде жатты, ал анасы кенеттен оған баласына оралуын айтты. Мұны естіген Джинджу бірден отырды. Ол өз бөлмесін жинап жатқанда, анасы кездейсоқ Джинджуға жазған хатын кездестіріп қалған болып шықты. Анасы хатты ашқанда, ол қызының сақтаған құпиясын білді. Хаттың мазмұнына үңіліп, оның бұрынғы әдеттен тыс қылықтарын есіне түсіргеннен кейін, ол бәрін бірден түсінді. Не болғанын ой елегінен өткізіп, оған сенгісі келмесе де, ол Джинджудың күнделігін ашты. Онда Джинджу ең көп жасағысы келетін 5 нәрсенің тізімі берілген. Бұрын ол бірінші кезекте барға барғысы келетін. Екінші күні анасымен шомылуға, үшінші күні анасымен караокеге баруға, төртінші күні анасымен сусын ішуге, ал соңғысы анасымен қоштасуға тура келді. Анасының сырын ашқанын көрген Джинджу бұл туралы қалай айтарын білмейді. Бірақ содан кейін анасы Джинджу ата-анасыз өмір сүре алады. Бірақ ата-анасы баласын тастап кете алмайды, деп жалғастырды. Джинджу анасын соңғы рет құшақтап жылап жіберді. Бұл Джинджудың өткенге саяхат жасаудағы ең үлкен батасы болуы мүмкін. Өйткені оның ата-анасымен бірге болудан асқан құнды ештеңе жоқ. Осы уақытта Банду ауруханада жатып, басқа адамдардың балаларын көріп, өз баласына деген сағынышын одан сайын арттырды. Сайып келгенде, ол болашаққа қайта оралуды шешті. Ол Джинджудың үйіне қарай жүгірді де, ұзақ жүгірді де, ақыры жол айрығында тұрған Джинджаны көрді. Джинджу Бандоны көргенде бірінші айтқан сөзі: "Үйге қайтайық." Мұны естіген Бандо енді эмоциясын басқара алмай, оның жанына барып, оны құшақтап, жылай бастады. Осыдан кейін Джинджу үйіне қайтты, ал анасы оның қолынан ұстап, егер ол анасыз бір жерге барса, әкесіне жақсы қарау керек екенін айтты. Джинджудың анасы бәрінен бұрын күйеуі үшін алаңдайтын. Егер ол кетіп, оны жалғыз қалдырса,
ол өзін жалғыз сезінеді деп қатты қорықты. Джинджу да анасы мен әкесіне жақсы қарайтынына келіскен. Ақырында Бондо мен Джинджу бір-бірінің қасына отырып, сақиналарын саусақтарына қайта тағып, бір-бірін құмарлықпен сүйді. Келесі күні таңертең Джинджу оянып, өзін болашаққа жеткізгенін көрді. Кішкентай баласын қасында көргенде, ол бір уақытта қуаныш пен қайғы сезінді. Ол баласын қайта көргеніне қуанды, бірақ анасынан қайтадан айырылғанына қайғырды. Көп ұзамай Бондо да үйіне қайтты. Ерлі-зайыптылар баласын құшақтап, қатты сағыныш сезімін сезініп, қайғыдан жылады. Шын мәнінде некеде ешқашан махаббаттың жоқтығы болмайды. Ол көбінесе өмірдегі қиындықтардың көлеңкесінде қалады. Ерлі-зайыптылар бір-бірін түсініп, кешірген кезде